Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл тәлімгер подкаст. Жалпы бұл подкасттың мақсаты адамдарға деген кемелденуге, білім алуға, ағартушылыққа деген құштарлығын ояту. Бүгін бізде қонақта Марат Айтқалиев. Енді Марат Айтқалиевтің өзіне ұсынайын, өзін таныстыруға. Қайырлы құрметті көрермендер, тәлімгер подкаст, тәлімгер подкаст көрермендері. Жалпы өзім туралы қысқаша айта кетсем, қысқа ұмытып қалсаң өзің туралы. Қайырлы құрметті тәлімгер подкаст көрермендері. Жалпы өзім туралы қысқаша айта кетейін. Қазақстан ауылында туылғам, Үшарал деген жердегі. Одан кейін 6 сыныптан кейін Талдықорған білім инновация лицейіне түстім. Лицейді бітіргеннен кейін 4 жыл тәрбиешілік атқардым Семей қаласында, Семей лицейінде. Одан кейін сол жерде 1 жыл мұғалім болып істедім биологиядан. Талдықорғанға ауыстым одан кейін биологиядан. Мұғалім болып тоже. Жатқан меңгерушілік атқардым Талдықорған қаласында. Семейде де, Талдықорғанда да қосымша СММ-де болғам. СММ-мен айналысқам. Одан кейін қазір осы білім инновация қоғамдық қорында СММ PR-ға жауап береміз. Осындамыз қазір. Сол. Енді бұл кісі аты-аңыз жалпы көптеген жерлерде өзінің ораторский шешендік өнерін көрсеткен адам. Өзінің күшті тақырыбы бар. Альфа оқушыға альфа ұстаз деген. Жалпы сіз өзіңіздің осы идеядан Тоқаевпен кездесуге дейінгі бүкіл бізге хикаяны айтып берсеңіз, және одан бастамас бұрын өзіңіздің мұғалімдік жолыңызды қалай жеттіңіз, соған айтып берсеңіз. Ең бірінші мұғалімдікке қалай болғанын айтайын. Жалпы бала кезінен бері дастархан басында ата-анаммен отырған кезде ата-анам хирургқа ұқсайсың деп айта беретін. Өйткені сенің кожаң ақ, былай өзің тура хирургсың депші. Ата-ана пропагандасы ма? Иә, пропаганда сияқты бірдеңе болды. Содан өзіме қызық болатын негізі. Жалпы хирург екенмін ғой негізі өмірде. Туғандағы мақсатым сол екен ғой деген сияқты. Ой туған жоқ, басқа біреу мүмкінмін деген. Мен үшін ата-анам менің қалай айтса болады, продюсерім, менің HR-ым сондай да ата-анам. Солай қабылдадым мен бала кезден бері. Ата-ана айтқан тыңдайсың да барлығын. Жарайды деп, ешқандай қарсылық болған жоқ, даже ойлану да болған жоқ негізі мен кім боламын деген сияқты. Хирург дегеннен кейін хирург болып соны таңдап, сол бағытта химия биология таңдадым 11 сыныпта. Одан кейін 11 сынып жартысына келген кезде бізде семинарлар өте бастады, әртүрлі мамандық таңдау, өзіңді таңда, өзіңді тана, профориентация. Сол кезде түсіндім, адамның жалпы таланттарына қарай, өмірдегі навыктарына қарай негізі өзінің мамандығын іздену керек, өзін іздеу керек деген сияқты. Одан кейін мүмкін менің хирург емес, мүмкін менің дарыным, талантым басқа затта шығар деп ойланып қалдым бір уақытта. Одан кейін бірнеше жігіт мамандығымызды ауыстырдық сол кезде. Біздің дарынымыз басқада. Иә, сыныбымызда бірнеше жігіт мамандығымызды ауыстырдық. Біреу геодезиядан географияға өтіп кетті ма, біреу мен мысалы биология, химия, хирургия таңдап жатырмын да, биология мұғалімдігіне өтіп кеттім. Сөйтіп бірнеше жігіт. Жалпы білмеймін енді адам ағартушылыққа деген кішкене патриоттық рух пайда болды ма 11 сыныпта. Ұлттық құндылықтар ма, әйтеуір. Сол менің миымды төңкерген сәт болды 11 сыныпта. Ағартушылықпен айналысу деген сияқты заттар қызықтыра бастады. Жалпы қоғамға пайдалы болу деген сияқты. Мүмкін мен таланттарым шынымен мұғалімдікке келетін шығар. Шынымен 11 сыныпқа дейін сол дарынымды, таланттарымды көп концерттерде нелерде қолданатын. КВН-да ойнап, анда ойнап, сөйлеп, қатысып бірдеңелерге деген сияқты. Одан кейін сол мұғалімдік таңдадым, сөйтіп ауыстым. Ата-анамның енді реакциясы қандай болғаны қызық шығар. Ата-анам басында біртүрлі қарады шынымен. Өйткені мұғалімдік, педагог деген мамандық Қазақстанда жалпы қоғамда бізде қатты қабылдана бермейтін ол уақыттарда. Лицей бітіріп мұғалім болайын деп жатсың ба деген сияқты. Иә дедім, өзімнің қалауым. Кейінде егер өзім бір мәселелер болып жататын болса, оны өзім мойныма аламын, барлығын дедім. Өзімнің болашағымды өзім таңдайын деген сияқты айттым ата-анама. Ата-анам жарайды деді. Қарсылық білдіріп, сен енді шыны керек, эмоциональный қарсылық білдірген сияқты былай, пассивный. Пассивная агрессия десең. Шынымен эмоциональный қарсылық болды андай. Болды ғой. Жайды көресің деген сияқты болды ғой. Бірақ уақыт өте келе мен ол мамандықтың қандай қызық, қандай пайдалы, қандай білмеймін, жетістіктерге жеткізе алатынын көрсеткеннен кейін ата-анам ойын өзгертті кішкене. Енді бұл жерден осы айта кетейік, спойлер болсын сіздерге, бұл кісі Тоқаевпен кездескен. Енді сол жалпы студенттік уақыттан бастап сіз тәрбиеші болдыңыз ба? Сол тәрбиешілікті айтып береді, СММ болған, жатақхана меңгерушісі. Және Тоқаевқа қалай жеке кездескені туралы. Жеке демей-ақ қойып, бір форум болды ғой жалпы. Тәрбиешіліктен Тәрбиешіліктен бастап. Жалпы тәрбиешіліктен
жоқ, бұл альфа ұстаз деген не ғой, сол арқылы кездестім ғой негізі. Альфа ұстаз жобасы бір үлкен не болды кездесуге. Идея қайдан туындады деген? Негізі шыны керек, мен вообще мүлдем Тоқаевпен кездесемін деген сияқты ой болмады ойымда. Аймағамбетовпен, Тоқаевпен, жаңағы Максим Рожин депутаттармен өйтіп таныс боламын деп өмірімде ондай не болмады. Білмеймін, қаламаған да сияқтымын ондай нәрсені негізі. Бірақ былай басталды. Оқушы кезінде шынымен 45 минут сабақтар, кейбір сабақтар там ұзақ болатын маған. Отыру тықыршып кетедім мен. Өйткені қайтадан жалғастырайыншы жаңа. Бәтшоты бар ғой. Оқушы кезде кейбір сабақтар шынымен 45 минут сабақтар ұзақ болатын. Тек қана бір сабақ 45 минут бойы бір мұғалім бір тақырыпты оқып тұра беретін болса, шынымен бәріміз жалып кететін шығармыз қазірде. Сол мәселе негізі маған қатты қызық болатын. Мұғалімдер негізі менің ойындарыма, ойнап жүрген, менің қызығушылықтарыма қызыға ма екен деген сияқты. Бірақ сұрай алмайсың да оны. Мұғалімдер басқа аралдың адамдар сияқты көрінетін маған. Сабақ беріп қайтып кететін. Ондай жақын бола алмайтын шығармыз деп ойлағанмын негізі мұғалімдермен. Жалпы мұғалімдер мектептен басқа бір жерде өмір сүрмейді деген сияқты. Сол сияқты бір андай. Сондай бір не сияқты сезінетін маған, мұғалімдер ол басқа адамдар деген сияқты. Бір бөлек жаратылыс андай. Одан кейін өзім студент болған кезде, жалпы педагог боламын деп шешкен кезде, өзіме бір ішімнен не қабылдадым. Мен мұғалім болған кезде менің сабақтарым қызық болатын болады. Мен әрбір оқушыға бұйырса жүрегіне жол таба аламын деген сияқты. Талап қойдым. Өзіме сондай не қойдым. Одан кейін өзімде қызығушылықтарым бар, солармен де оқытамын деген сияқты бір ой болатын. Одан кейін сол жас маман болған кезде бірінші жылы алғашқы сабақтарымда бастадым ол немді. Қаншама уақыт дайын жүрдім ғой. Ол Семейде? Семейде 4 жыл оқып болғаннан кейін 5-ші жыл мұғалімдігін бастаған кезде ең бірінші сабақтарымда бастадым соны. Сауалнама алып оқушылардан. Неге қызығасыңдар, жалпы жазыңдаршы деп ше. Биология сабағында. Биология сабағында неге қандай тақырыптарға қызығасыңдар, жалпы не ойнайсыңдар, не істейсіңдер бос уақыттарында бәрін жазыңдар дедім. Мәліметтерді алып алғаннан кейін ана жерде көбінесе кездесетін не болды? Жалпы сауалнама мынандай болды. Қандай мұғалім ұнайды, жалпы бәрін біліп алғым келді негізі, шыны керек. Иә. Мындай шынайы сөйлесейік оқушылармен деген сияқты. Қандай мұғалім ұнамайды, қандай мұғалім ұнамайды, қандай мұғалім ұнайды, қандай мұғалімнің қасиеттері, мынандай қасиеттер ұнайды, соны жаза кетсеңдер деген сияқты бәрін мәліметтерді біліп алдым негізі. Негізі ол оқушылар үшін болғанымен өзім үшін де арналған ғой. Өзімнің келесі жылдық азықтарымды жинадым да солай дайын болу үшін. Былайша айтқанда анасында экспериментально оқып кеткен сияқты болды маған. Қызығушылықтарын жазыпты. Бірнеше қызығушылық жазды. Соның арасында ең көп жазылғандары 90%, 95% жазғандар Майнкрафт, аниме, TikTok дегендер болды ғой. Сол үшеуі болды. Сол үш бағытта сіз жұмысыңызды бастадыңыз, иә? Жұмысым да сол үш бағытпен болды. Енді шыны керек басында сауалнаманың результаттарын, нәтижелерін қараймын ғой. Не болды? Андай. Мыналармен сабақ өте алмайсың. Мен күттім, мынандай заттар күттім да. Бір қағазға байланысты бірдеңе болады. Сол қағазбен байланысты сабақ өтемін деген сияқты болады ғой. Көзбен бұрын үйреніп қалған заттарды өтетін шығармын деп ойлағам. Өткен кезде Майнкрафт деген кезде мысалы, мә ол Майнкрафтпен қалай сабақ өтесің деген сияқты. Көптеген нелер болды. Оқушылардың алдында жауапкершілігім бар. Сөйтіп интернетке жазып ізденіп, кішкене біраз іздендім. Сол Майнкрафт деген бұл бізде компьютерлік ойын, ол жерде блоктар арқылы сіз өзіңізге кез келген нәрсені құрастыра аласыз. Жалпы естігендеріңіз жоқ болса, қазір YouTube-ға кіріп, бөлек бір вкладка ашып, сол жерде Майнкрафт жасаңыздар, бүкіл сол жерде анық айтылады. Сол Майнкрафтты интернетке жазып, біраз ізденіп отырдым. Сөйтсем, кейбір шетел мемлекеттерінде Майнкрафтпен сабақ өтіп жатқандар бар екен. Содан кейін мен ойладым, біз бірінші емес екенбіз ғой, бізден де бұрын бәрін өтіп қойыпты ғой. Одан кейін солардың материалдарын барлығын алдым да, ойынға кіргізіп, жүйелеп, сабағыма байланыстырып, сабақ алып келіп, Майнкрафт қосып жатырмын тақтаға. Балалардың реакциясы. Сіз биология сабағында бір келдіңіздер де жігіттерге айттыңыз. Ол кезде жігіттер ғой, тек қана. Жігіттер ғой. Жігіттерге тек қана қазір бүгін біз Майнкрафт ойнаймыз дедіңіз бе, қалай айттыңыз? Қосып жатырмын ғой. Қосып жатырмын тақтаға. Балалар келіп сұрайды, ағай Майнкрафт ойнайын деп отырсыз ба дейді да. Ойлап балалар былай ойлады, байқамай экран қосылып кетті деген сияқты. Сосын ағай Майнкрафт ойнайын деп отырсыз ба деген сияқты. Ойнаймыз дедім. Біз ойнаймыз дедім. Балалар таңғалып қалды. Қалай ол бірдеңе деді. Мен айтдым, Майнкрафтпен өтеміз сабақ дедім. Олай бола ма не дейді да. Иә, олай болады деп. Одан кейін сол жаңағы сабақ өттік. Бірінші сабақтан кейін балалардың қызығушылығы кәдімгідей шыңына шықты ғой. Көктен асты. Иә, кәдімгідей 90-100% болып тұр ғой қызығушылық. Шынымен балалардың барлығы ондай сабақ өтіп көрмеген екен. Бәрі тақтадан көзін алмай қалай
былай жүріңізші, былай бүйтейікші деп. Одан кейін келесі сабақтарға тапсырмалар беріп, ноутбук іздеп, анау мынау сөйтіп. Сіз оларға Майнкрафтты сабақтың үстінде ойнауға рұқсат бердіңіз? Енді басында тек қана өтіп жүрдім былай немен. Одан кейін 1-2 сабақта болды, андай ноутбукпен кәдімгідей жасап көріп тапсырма беріп деген сияқты сондай болды. Енді бірінші екінші сабақтан кейін 1-2 оқушы келеді, айтады, сіздің негізге сабағыңызға тапсырмалар жасап келейік та дейді, қосымша. Немесе сіздің келесі тақырыптарыңыздың картасын дайындап келейік дейді. Интернетте негізі кейбір карталар жоқ. Ал ол маған плюс негізі үлкен. Ал мен болсам түр бермеймін, андай. Ойланып көрейін депші. Білмеймін, бір өзінше бір методика ойлап тапқан сияқты мұғалім болып тұрмын да өзім ішімде. Шынымен бұның барлығы менің оқушыларға қызықты болсын деп жасап жатырмын. Ешқандай ондай менің бір альфа ұстаз бірдеңе деген ой жоқ ондай ешқандай. Жас маман болған, мен жас маманмын, мен өзімнің құқығым үшін тырысып жүрген адам мынандай болды ғой. Сабақ берейін, бірдеңе істейін депші. Сөйтіп жүрген кезде сол 2 оқушы келіп, тапсырмалар беріп қойдым. Көп тапсырмалар беріп қойдым. Жасасаңдар 5 қойып беремін, қойым. Егер жасамасаңдар ештеңе етпейді деймін. Келесі сабаққа келеді, жасап келген бірнеше тақырыпта. Қуанып кеткенмін негізі ішімнен. Түр бермей тұрмын, бірақ сонда да. Жарайды, бағаларын қойып берейін, жарайды, беріңдер дедім да. Сосын сабақ өтіп отырмын, солармен келесі сабақтардың барлығын сол нелермен өттім ғой. Олардың карталарымен өттім. Рахат негізі карталар. Ана екеуі үй жұмысын бәрін орындап келген. Балалардың бәрі қызығады. Өздері сабақ өтіп жүр ғой негізі. Енді осы жерде айтып жіберсеңіз, жалпы Майнкрафтты сіз қалай қолдандыңыз және балалар қалай қолдана бастады? Бұл жерде көп нәрсе андай өтіп бара жатқан сияқты біз жалпы бірінші рет таныс болған адамға. Майнкрафтты былай қолдандық қой. Майнкрафт деген ол негізі еркін карта. Бір мысалы, бұрын GTA деген ойын болды ғой. Еркіндік болушы еді ғой ішінде. Тура сол сияқты Майнкрафтта да тура сондай. Майнкрафтта ерекшелігі квадратчиктер жаңағы нелер арқылы, кубиктер арқылы біз қойып бірдеңелер форма жасай аламыз. Яғни кез келген картаны кез келген неге келтіруге болады, сюжетқа келтіруге болады. Тақталарға бірдеңе жазып ішінде квест дайындап деген сияқты. Тура сол сияқты квест дайындадым мен. Ішінде өзім жасаған тақырыптарымда оқушылар жүріп бара жатады. Мысалы, барлығы бір картаға кіре алады негізі. Мысалы, бір сервер жасайсыз, сол жерге карта болады. Негізі платный ол негізі. Енді стоит деп ойлаймын, егер шынымен өтіп жатса мұғалім. Сол балалар ішінде аралап жүріп өздері сабақ оқитын болады. Қысқаша. Қысқаша айтқанда, жалпы мысалы биология сабағын сіз қай тақырыптан бастадыңыз осы нәрсені өтуді? Биология сабағын биологияны біз жасушадан бастадық. Жасуша сіздер қысқаша айтқанда жасуша картасын жасайсыз, адамдар соған кіріп бүкілін көре алады, иә? Жасушаның ішіне кіріп аралай алады. Ішіне кіріп аралайды. Ол несі қандай плюстар бар, қандай минустар бар байқаңыз? Ең бірінші плюс неформальный сабақ. Ең бірінші үлкен плюс. Негізі любой кез келген мұғалім үшін неформальный сабақ жасау үлкен плюс. Формальный сабақты айтып өтейікші. Формальный сабақ. Мен түсінігімдегі формальный сабақ деген қарапайым мұғалім келеді сабаққа, үй жұмысын тексереді, одан кейін сабақ өтеді, тақтаға бірдеңе жазып сабақ өтеді, жазғызады бірдеңе кітаптан, одан кейін соңында үй жұмысын береді деген сияқты. Қысқаша айтып тұрмын осылай. Неформальный сабақ деген оқушылар көрмеген, білмеген заттарын алып келіп мұғалім сабақты төңкеріп жүреді, басқа стильге ауыстырып тастайды. Негізі мен өзім ойымша, егер оқушы сабақтың жаңағы бізде кітаптардың басында, тақырыптардың басында беріледі сабақтың мақсаты деген. Егер соған мұғалім жетсе, ол сабақ успешно өтті деген сөз. Мұғалім соған жету үшін бәрін жасау керек. Шынымен көп мұғалімдерде андай бір не бар, фиксет бір, қалай айтса болады. Тұрақталып қалған. Миларында бір шектеу бар. Ол сабақ осындай болу керек деген. Ол бір бұрыннан келе жатқан негізі бір не ғой, біздің барьер ғой. Сіздің жалпы айтқаныңыз бойынша тұрақты деп формальный сабақ, ол өзіміз үйреніп қалған лекционный формат. Лекционный формат, мен сізге әңгіме айтамын, сіз соны жазып аласыз, келесі сабақты соны айтып бересіз, болды. Деген сияқты ғой, қысқаша. Жалпы, әрине методикалар бар енді жаңағыдай, плакатқа бірдеңе жазғызу деген сияқты жақсы методикалар бар, бірақ формальный сабақ деген сол мен үшін. Ол жаман демеймін, бірақ әрине. Ол қарапайым сабақ деп айтуға болады. Қарапайым стиль. Сіз жалпы мақсатыңыз осы қарапайым формальный сабақтан өзіңіз айту бойынша содан шығып ерекшелендіріп өзіңіз мақсатыңызға басқа түрде жету. Майнкрафт арқылы, қазір тағы да методикаларды айтып өтемін. Сол Майнкрафт сізге бір күшті не болды, жаңағы отдушина өзіңізге жеңілдеу болды. Маған бұл не болды? Неформальный сабақ өтуге деген тағы да неформальный сабақтар жасауға болады деген не пайда болды, идея пайда болды. Көкжиегіңізді ашып, мен жас маман кезде қорқыныш болады менде. Мен сабақтарды жалпы қалай отырамын, мен 45 минут бойы не істеймін деген сияқты. Бірақ одан кейін ондай ой пайда болмады менде. Өйткені
негізі 45 минут егер шынайы қызығып нетіп кететін болсаң жетпей сағынатын болсаң ол 45 минуттарды шынымен саған жетпей қалады ол бір 2 минуттай өтіп кетеді ондай болады оқушыларға да солай өтіп кетеді шынымен звонок болған өздері түсінбей қалды иә түсінбей қалады одан кейін де отыратын болады негізі мұғалім үшін ең қызық зат ол оқушылардың сабақтан кейін де сол туралы қызығып сұрап жатуы бар ғой рахмет айтуы тоймай сұрап кері байланыс беру өздерінен келіп вот сол мұғалім үшін өте үлкен энергия береді ол келесі сабаққа деген енді жалпы бір методты майнкрафт дедіңіз иә бір тоқсан бойы бір тоқсан бойы сіз майнкрафт өттіңіз сол майнкрафт арқылы балалар ойнап қана емес ойынның ішіндегі дүниелерді қолданып сіз тақырыпты өттіңіз иә сол бірақ бір зат айта салайыншы мына жерде жаңағы майнкрафтты өттім дегенде негізі бір тоқсан бойы өттім дегенде бұл фул болған зат емес былай кәдімгідей бұл эксперимент негізі бұл бір қалай айтса болады мен жас маман ретінде өзімді тексеру эксперименті болған негізі жалпы сізде жас маманнан көп сұрау болмайды ғой сол сұрау болмағандықтан сіз өзіңізге еркіндік беріп и адамдар кейін бұл нәрсені бұл жас маман ғой деп өзіңізге бір не істедіңіз андай иә негізі бірінші жыл эксперимент жылы деп қабылдағанмын өзіме де жасап көрейін деп андай ғой бір тоқсан бойы сабақ өтіп шықтым деп айта алмаймын ондай майнкрафтпен бірақ бірінші тоқсанда осы әдісті тексердім деп айтуға болады өтуге болатынын дәлелдедім өзіме соны айтқым келгендер жарайды енді келесі сіз аниме дедіңіз иә аниме тикток бар аниме бар аниме де көп анимеден жалғастыра берейік жалпы аниме дегеніміз бұл бізде мультик жапон халқынан келетін осы аниме деп өздері әдемі атаған сол жерде көптеген қызықты пайдалы және пайдасыз өте көп дүниелер бар сол енді сол туралы айтып жалпы аниме деген жаңа айта кеттім да жапондықтардың несі деп түсінген бойынша жапондықтар негізі аниме жасауда да анименің стиль басқа жанрларын жасауда да алдыға кетіп қалыпты өйткені аниме арқылы оқытады екен олар мысалы кейбір тақырыптарын интернетке жазғам негізі аниме қандай нелер байланысы бар биологияға жалпы десем сөйтсем тек қана байланысы бар емес ол туралы сабақ өтуге болады екен анименің сюжетіне биологияның сабақтарын байланыстырып қойған балалар 45 минут ішінде ғана емес 45 минут сыртында да оқиды ол жақта қалай десеңіз интернетке жай ғана бір анимені монтаждап дұрыстап жасап анимациясын жасап интернетке салып қоясыз сюжетін күштілеп жасап балалар сонда ойлаңыз сол елде соны көрген балалардың барлығы ол тақырыпты қамтып шығады яғни балаларға 45 минут сыртында да сабақ өтуге болатынын дәлелдеді олар и олар менің ойымша бұл жол бойынша біздің алдымызда келе жатыр жапондықтар бұл затты үйрену керек сияқты олардан иә жалпы жапондықтардан көптеген үйренуге нәрсе болады анименің нәрсесін айтып беріңізші тек қана мысалға биологияға бағытталған ғана сериалдарды көрсеттіңіз бе немесе басқа нәрсе көрсеттіңіз тағы интернетке жаздым биология не деген сияқты одан кейін менің екінші тоқсандағы бір тақырыбыма сай болып қалды клетки за работой деген аниме бар сіздерге де айта салайын клетки за работой жазып көріңіздер бір адамның жасушасының іші бір адамның денесі ол бір үлкен қала болады ана анимеде ал ішіндегі адамдар жаңағы өмір сүретін геройлар олар эритроцит лейкоцит дегендер аттары сондай и олардың арасындағы романтика барлығы адамның денесін түсіндіруге арналған сюжеттің барлығы соған бағытталған жауыздар болады мысалы бактериялар сырттан келетін біздің жара болған кезде кіріп кететін вирус бактериялар бар ғой олар жауыз қылып көрсетеді шынымен өмірде олар жауыз сияқты олай қарасаң біздің денемізге қарсы қалаға олар жүрмеу керек кірмеу керек деген сияқты кіріп кеткен өзінде олармен күресетін лейкоциттар деген сияқты қызық сюжет кәдімгідей жалпы айтқанда бұл анимеде лейкоциттер мен электроциттар қарапайым жаңағы біздің адамдар военныйлар сондай сияқты қылып көрсетеді иә біз биология сабағын үйреніп қаламыз вот біздің бактерияға біздің денемізге кіріп кетсе лейкоцит пен электроциттар оларға төтеп береді деп бір жай жасаламыз а бұлар бұны ерекшелеп романтика қосып арасына сюжет қосып там интрига жасап негізі кез келген сабаққа эмоция қосып нететін болса ол көбірек есте қалады кез келген мәліметке эмоция қосылса ол көбірек есте қалады өйткені біздің миымыз көбінесе эмоциональный моменттарды сақтап қалады есіне бұл бір не ғой әдіс қой негізі тоже енді жалпы жаңағы тақырып бойынша айта кетейін аниме туралы қалай өттік шамамен бір сериясы 23 минут екен енді басындағы опенинг пен соңындағы бітетін моментін кесіп тастадым да 20 минут қылып кесіп тастадым дегенде сол жерден бастаймын сабақта 20 минуттың соңын көруге арнаймыз бір сериясын қалған 25 минутын талқылаймыз деп ойлағанмын сөйтіп бастадым балалар қызығушылығы кәдімгі күшті кәдімгі менен мықты мұғалім жоқ сияқты ана жерде бар ғой бір жас маманмын ғой балалар жақсы көреді кәдімгі күтеді сабағымды жалпы сізде күшті екен жарты сабағыңызды бір сериал көрумен өткізесіз ол иә мен өзім кәдімгідей мұғалімдік былай оңай болатын шығар деп ойламаппын негізі жас маман ретінде болды зарплатам жартысын Жапонияға жіберіп жүрсін ана қысқа мерзімді жоспарға 20 минут сериал көру деп бірақ бір қызығандай болды
мысалы болады бізде үйде үйреніп қалғанбыз турецкий сериалдар болса индийский сериалдар болса отбасымен бұрын отырып көруші едік қой тура сол сияқты соның вайбы болды ана жерде бірақ бірнеше оқушы екінші сабақта келесі апта бір аптадан кейін ғой барлық сериалдарды көріп келеді ғой бітіріп тастаған ғой сезон келеді қызық емес дегенде наоборот көріп тастаған басталады жаңағы екінші сериясын көріп отырсақ ана жігіттер бастайды анау өледі анау бүйтеді деп ше айтамын көріп тұрғандарын түсініп отырмын деймін да негізі өзіңе де қызық екен ана балалар бәрі мәлімет біліп алған уже эритроцит туралы бәрін шынымен негізі ойлаймын да бір аптада сонда сол тақырыпта сонда 1.90 тақырыбын түсіндіре салуға бола ма екен не деп ше егер шынымен ниет болатын болса бәрі болады екен ғой деймін да сөйтіп олар түсіндіріп сабақта айтып отты мен айттым айтпай отырыңдар басқалар көрсін деген сияқты сөйтіп 1.90 бойы талқылап сондай қызық не болды 1.90 бойы соны создық қой сіз жалпы айтқанда осы дүниені қолданып сериалды қолданып сіз бір тақырып түсіндірдіңіз бір тақырып 1.90 тақырыптары 1.90 тақырыптарын түсіндірдіңіз қысқаша айтқанда бұл біздің Қазақстанның несінде бар ғой педагог жалпы тек қана берілген кітаппен ғана қолдану шарт емес біздің жалпы мақсатымыз бар ғой иә мақсатымыз бар электроцит лейкоциттарды түсіндіру деген нәрсе ше егер сабақтың мақсаты сондай болса соны айтсаң болды деген сияқты жалпы бұны жаңағы анимемен түсіндіруге болады немесе Майнкрафтпен түсіндіруге болады и бұл жерде бұл нәрсе айтқым келіп тұр да өкінішке орай мұғалімдердің өздері білмейді мен тек қана кітапты қолдану керек деген нәрсемен жүреді да осы нәрсені білмейді басқа да ресурстар бар ғой деп аниме де ресурс қой ең басты бала түсінді ғой тақырыпты дұрыс па кітаппен оқып түсіне ма сериал көріп түсіне ма ойын ойнап түсіне ма ең басты түсінді өкінішке орай мұғалімдер айта кетер нәрсе бұл жерде бір мысал көрсеткім келіп тұр баланың тілімен сөйлеп оған түсінікті болатын нәрсені жеткізу сол одан бөлек тағы да анимелер қолдандыңыз ба немесе осы 90 тақырыбымен анимені бітіріп сіз басқа экспериментке көштіңіз ана 90 соңында бір қызық не болды БТС тапсырған ғой оқушылар екінші 90 БТС деген білім тексеру сынағы бар ғой білім тексеру сынағын тапсырған енді білім тексеру сынағы негізі шынайы мұғалімнің жұмысын көрсетеді негізі егер шынайы оқытатын болса мен ойладым мен мына БТС-тан енді қиындау болатын шығар енді мен от души сериал көрсетіп сөйтем БТС-тан 9-шы ма сондай тұрмыз негізі жас маман үшін 9-шы тұру деген нормально былай сыныбы өйткені 40 шақты не бар ғой лицей бар ғой арасында 9-шы тұрмыз ол деген нормальный жерде тұрдық шамамен 9-шы ма сондай шынымен шатасып айтып тұрған болуы мүмкін негізі таңғалдым негізі шынымен оқушыларға ең бірінші зат қызықтырып ол тақырыпқа қызықтыра алу егер қызықтыра алатын болсаң ол сұрақ пайда болады ода басқа да сұрақтар мысалы эритроцит не екенін түсінсе ол іздене бастайды эритроцит не үшін керек деген сияқты жанындағы заттарды іздене бастайды деген сияқты ең бастысы үлкен бір жануы мүмкін заттың кішкентай спичкасын жағып беру деген сияқты ғой үлкен неге нерсең өзі-ақ оқушы санасында бірдеңе жанады деген жалпы оның шабытын осындай бір анимемен фукет жүріп салып жіберіп оның шабыты оянып дәл сіз керек емес болып қалдыңыз уже енді мұғалімнің мақсаты жалпы оқушыға бағдар беріп отыр ғой негізі оған мәлімет беру мәлімет жетеді ғой қазір ChatGPT-де бар ғой мәлімет бірақ мұғалімнің именно мақсаты оған оның соңына қарата қалдырды қазір өткенде әдемі бір күшті тақырыпты сабақ түсірді Марат ағамыз жарайды енді сол анименің көрсетіп сіз 9-шы орынға ие болдыңыз Майнкрафтпен түсіндіріп адамдар өздерінің шабыты оянаса биология деген ерекше бізде ерекше сабақтар бар деп енді TikTok екінші тоқсаннан кейін оқушыларда андай зат пайда болды сабақтар қызық деген зат пайда болды шынымен сабақтарды қызық неме өткіздік сонымен қатар ол уақыттарда влог түсіріп жүргенмін ютубқа оқушылардың реакцияларын барлығын түсіріп жүрдім Марат Айтқалиев деген ютубқа кіре беріңіздер сол жерде бүкіл бар бір жерге қалдырып кетіп еді ғой енді сілтемесін мына жақта ма бір жер қарай кетіңіздер каналымды шынымен сол мұғалімдік кездегі нелерім бар видеолар влогтар барлығы сол жерде бар одан кейін 3-інші тоқсан бастадық енді мен құнығып кеткенмін негізі әдіс тәсіл дегенге оқытамын деп андай неше түрлі заттар іздеп кеткен ғой андай болады ғой андай прикол болған негізі құнығып кеткен әдіс тәсілге құнығып кеткен мұғалім дейді да құрметті оқушылар бүгін тефальдің асты деген сабақ өтеміз деген сияқты андай болады әдіс тәсілдің сол сияқты менде 3-інші тоқсан TikTok дегеннен кейін TikTokпен өтейік дедім ойбай уже дух жинап алдыңыз дух жинап аласың ешкім әңгіме айтпайды андай болады ерекше өтіп жатыр өте берсін дейтіндей болады сол жылы ма тапсырыс берген андай конкурстарға жалпы неге одан кейін бостан кейін бұл 3-інші тоқсаннан кейін 3-інші тоқсанда сол TikTokпен өтіп жүргем енді басында шыны керек мен кәдімгі сабақтарды кәдімгідей өткіздім форматта арасында айтыс сабақ бірдеңе дегендер қосып жүрдім бірақ
тиктокты именно PBL деген сабақ бар. Екі биология сабағым бар, аптасына бір PBL бар. PBL уақытында жасадық, өйткені ол ондай да тикток рискованный әдіс тәсіл да ол. Ол құнығып кетуі мүмкін балалардың өздері де. Жалпы тиктокта сіз нені айтқыңыз келіп тұр, соны бір айтып өтсек, не айтқыңыз келіп тұр тиктокта? Жалпы қалай қазір айтайын, қалай өткені туралы. Ол тикток енді әдіс тәсіл, оны қазір айтам. Жалпы PBL сабағында жасаған әдіс тәсіл. Балалар тиктокта көп отырады да. Ал оны дұрыс қолдану, оны құралға айландыру, ол мұғалімнің несіне қалып тұр ғой бұл жерде. Қалай құралға айландыруға болады? Оқушылар тиктокқа не істейді? Контент жасай алады. Қандай контент жасай алады? Биологияға байланысты контент жасауға болады. Сіздің сабағыңыз ғой енді. Иә. Ал биологияға байланысты контентті қалай жасайды олар, егер ол тақырып білмесе, не етпесе? Ал значит, контент жасау үшін оқитын болады олар. Айтамыз, мысалы, тиктокқа контент жасап, адамдарға әсер етеміз дейміз да. Әрбір контентіміз андай менің редакторымнан өтеді. Балалар топтарға бөліп қоямын. PBL сабағында сіз балаларға тапсырма бересіз, тикток түсірсін деп. Сол тикток түсіру үшін сізден білім алады. Иә. Вау. Білім алады дегенде былай. Балалар топқа бөлінеді, мен негізі примерно бөліп қойсын ғой топқа. Одан кейін дәрежелерге қарай бөліп қойдым да. Одан кейін көмектесетіндерге көмектесесің. Өздері бір сценарий құрап, түсіндіретіндер өздері оқып, білім алып, нете беретін болады. 4 топқа бөлсе, мысалы, команда болып түсіреді тиктокты, біреу актер болып береді. Ол түсіну керек те, не үшін оны ойнап тұрған, мысалы. Мысалы, ол түсіндіру мүмкін да. Сен бактериясын деп айтады. Мысалы, сен, пример ретінде вирус болса, сен мысалы коронавирусын дейді да, ол коронавирус қандай болу керек екенін түсіну үшін, ол рөлін түсіну үшін кітап оқу керек болады. Қалай ол коронавирусты ойнап шығады, егер ол оның рөлін түсінбесе деген сияқты ғой. Сюжетке байланыстырады или там басқа бірдеңеге байланыстырады. Сөйтіп балалармен тикток түсіріп, шынымен тиктоктарымыз арасында 100 мыңдаған сондай просмотр жинап. Рекомендация кетті. Иә, кәдімгі рекомендацияға шығып, 100 мыңдаған, 150 мың сондай просмотр жинап бастады. Шынымен мен де өзіме де қызық болды, негізі ондай жинамайтын шығар деп ойлаймын, 3 мың, 4 мың жинайтын шығар деп. Сөйтіп жинап, өзіме де подписчик болдым. Тиктокта. Иә, оқушылар кәдімгі риза, бәрі оқушылар келесі сабақтарына шабыт оянды. Шабыт оянып, сабаққа деген енді инфлюенстің несі ғой ол деген, беретін дофамина ғой. Адамға деген әсеріңіз. Мен ойлап отыр ол, біз қоғамға түсіндіріп жатырмыз деп тұр да. Значит, көбірек білуіміз керек деп жатыр. Оқып жатыр, ізденеді деген сияқты ғой. Жаңағы сіздің 11-ші сыныпта пайда болған неңіз, ағартушылыққа деген қажеттілігіңіз сияқты. Сол сияқты бірдеңе пайда болып отыр ғой бұларда да. Ой, былай болады деп ойламадыңыз. Иә, былай болады деп ойламадым. Сол. Сол 3-тоқсан бойы сөйтіп өтіп жүрдік. Одан кейін енді бұның барлығы любительский интерес дейді ғой, айтады ғой. Просто жай ғана істеп көрейін, жасап көрейін, қызық болсын деген еді ғой. Өзім осыған дейін де өмірде сондай адаммын, негізі істеп көрейін, қызық болсын деген сияқты жасай беретін адаммын ғой. КВН-да да сөйтіп ойнап көрейін деп ойнаған адам. Қазіргі видеоларыңыз қарасам сол нәрсе болып тұр, адам ішіп пыстау деп. Ішіп пыстау түсіру керек деген сияқты сондай адаммын жалпы. Енді мәні бар затты істейсің ғой, істегеннен кейін бекер бірдеңе істей бермейсің ғой. Егер просто бірдеңе істеу керек болатын болса, шығып істей беруге болады да, бірақ мәні бар бірдеңе істеу үшін кішкене особый бірдеңе істеу керек болады. Білім керек, шабыт керек, дұрыс ой санасы керек. Енді сол ой сананың жалпы осыны түйіннің бір-екі роликтарын қазір мына жерге қойық деп, қазір черный экран, там бір-екі видео, все. Сол, енді осындай мысалдармен жалпы балалардың шабытын ояндырып, тиктокты ұсындыңыз. Олар 1.90 болды ма сол нәрсе? Қанша или соңғы жылдың соңына? Тикток шамамен сол 3-ші тоқсанға дейін. 3-ші тоқсан біткенге дейін. Одан 3-ші тоқсан соңына қарай жаңағы альфа-ұстаз тақырыбы айтуға болады, осы туралы айтуға болады енді. Енді қараңыз, бұл кісі балалардың қызығушылықтарын жинап, басында жаңағыдай Майнкрафт ойын, кейін сериал, аниме және өздерінің шабыттарын оятатын тикток. Иә, бұл жерде балалар 3-ші тоқсанға таман, соңының ортасынан ары қарай уже биологияны ерекше қабылдайды, дұрыс па? Биологияға асығып келеді, мұғалімімізге осы нәрсе ұсынады деп ше. Білім аламыз деген шабытпен оянып жүрген балалар. Енді сол нәрсені сіз қалай әдемі альфа ұстазға жеткіздіңіз? Енді соған енді былай ғой, бұл қазір көп ойланып отыру мүмкін. 1-ші тоқсан мынандай істеді, 2-ші тоқсан мынандай істеді, 3-ші тоқсан мынандай істеді, 4-ші тоқсан бірдеңе болады ау деп. Керісінше болды. 4-ші тоқсан спад болды ғой. Не үшін десеңіздер, 4-ші тоқсан мен 3-ші тоқсан соңында мұғалім айтады маған, ол мұғалім дегенде завуч бар, айтады, сен педагог деген нені әлі алған жоқсың дейді. Сен оны алу үшін бір жарыстарға қатысып, сен қатысты деген сертификат керек дейді. Мен айтамын, қандай жарыстар бар деймін. Ол кісі айтады, бір осындай жарыс бар. Қатысасың, сертификатыңды алсаң болды дейді. Жарайды дедім да. Жақын арада болды, 2 күннен кейін ба, 1 күннен кейін ба, білмеймін. Мен жарайды деп слайдымды жасай салдым. Слайдқа примерно айтты, не істеу үшін соларды жасау керексің, анау деген сияқты бір TED сияқты бірдеңе болды да. Не туралы айтса болады дедім да, одан кейін осы как раз 1-2 тоқсан жасағандарды айта салайын. Мен не істеп жүрмін, басқа мұғалім туралы не айта аламын өзім? 6 ай істедім деген сияқты. 6 ай ма, 7 ай ма. Соны жаздым.
бір слайдқа. Одан кейін атты ойлап табу керек болды. Мә қандай ат, қазіргі ұрпақ қандай, соларға бір новый бірдеңе ойлап таптым ғой, енді соларға не етейін дедім да. Жалпы сіздің атыңыз сол сұрақтан пайда болды ма? Иә. Жалпы қазіргі ұрпақ қандай? Альфа? Сол альфа, енді альфа. Соларды оқытуға әдіс тәсілді ғой мыналар дедім да. Сосын альфа ұрпақ па сондай, альфа ұрпақ болды басында. Потом альфа ұрпақ деген не болды? Банальный сияқты көрінді. Андай естілмейді, дұрыс. Иә. Сосын альфа мұғалім дедім. Ол да Потом альфа ұстаз деген андай более қысқа. Бренд сияқты естіледі. Иә. Альфа ұстаз деген. Ол кезде ондай ешқандай бір ойымда жоқ. Просто қоя салып қойды. Білмеймін, бір сағат ішінде жасап, птица жасап тастаған слайд. Кейін Болатпен Тоқаевпен келсем деген ойламай ойда бар. Сөйтіп жасай салдым слайдты. Примерно дейтін болды. Примерно дедім ғой дейтін болды. Примерно дедім ғой дейтіндей жасадым слайдты. Апайға көрсеттім, жаңағы завучқан жақсы деп бір-екі зат тезистарын дайындап берді. Жасап жүрген заттарын жазған ғой сөйтіп. Барам, жарысқа қатысам. А бұл жарыс жалпы қалай аталады? Педагогикалық идеялар фестивалі. Болды. Как раз сіз идея алып келдіңіз, альфа ұстаз деген. Соны идея апару керек болды, идеямды апардым. Барам, бәрінікін тыңдап отырамын, өзімдікін шығам, айтам. Андай, міне дейді ғой, андай болады ғой. Міне мынау идея деген сияқты. Бәрінде 7 минут уақыт берген айтуға. Менікін 13 минут тыңдайды ғой. Ойбай, сіз өзіңіз байқамадыңыз сол жергенсіз. Жоқ, мен түсіндім, уақыт тың деп уақыт өтіп кетті. Айта бер деді. Тыңдап отырмыз деп айта берді. Соң жағына келіп жатқам ғой. Айтып жатырмын, көрсет бірдеңе деп Майнкрафтты ашқызды. Ондай бар ма? Қызық кетті да андай. Қалғандардан 7 минут берді, олар бітірді, істейді, не істеді. А сізге сосын деп жатыр. Иә, көрсет деді, бәрін көріп болады. Соңында мен білмеймін енді, қатты ештеңе күткен жоқпын. Бірақ енді ойладым, мен қызықты ғой, хотя бы дедім да. Сертификатын алсам болды маған андай. Шыны керек, қатысты деген. Сіздің мақсатыңыз сертификат? Қатысты деген сертификат болады. Бәріне береді ғой. Соңынан аласың да. Сөйтіп соңына барып мен күттім. Соңында шейін бір 3-4 сағаттан кейін болды да, барып идея форум бітті, бәрі бітті. Иә, қатты маған ештеңе қызық болып тұрған жоқ. Тез кетіп қалу керек болып тұр лицейге. Лицейге барып, чай ішіп деген сияқты ғой. Сөйтсем, бірінші орын алып тұрған жерде. Прикинь, облыстан, областной жарыс қой, әртүрлі қалалардан, ауылдардан келіп жатыр. Бірінші орын алыппын. Содан кейін түсінбеймін өзім, шақырады мені. Бүгін бір ерекше жоба болды деп ше. Айтқалиев Маратты ортаға шақырайық деп. Видеосы да бар, көрсеңіз де болады. Мен влогтарымда барлығы қалай болғаны бәрі. Сөйтіп барам, бірінші орын алам. Кейбір мұғалімдер шығады. Біз мысалы істеп жүргенімізге 20 жылдай болды. Біз сонда біздің алдымызда 6-7 ай ғана жұмыс істеген жас маман орап кете ма дейді. Ол тіпті ештеңесі жоқ деген сияқты мұғалімдер естідім солай. Сол жер жаман тиді негізі. Шынымен может ойланып қалдым, шынымен негізі олардың еңбегі бар ғой деген сияқты. Бірақ айтам соларға. Олар айтады, жалпы бірінші орында бүйтіп жас маманды алу деген редкость деген сияқты. И то 6 ай істеген, 6-7 ай ғана істеген адам болса да. И айтты, республикалық жарыс бар екен, әр облыстан бір адам барады сол сала бойынша, именно мен салам бойынша. Одан кейін айтты, одан да бір опыты бар біреу жіберейік деп айтты, екінші орында кім бар деді. Одан кейін айтты, жалпы бірінші орында онда көрейік деді да, кім білім бөлім басшысы ма, біреуге апарып көрсеткізді. Алдына бар тағы да бір рет қорғадым. Ол айтты, осы барады деді. Содан кейін осын жібереміз дедім, мен жарайды дедім да. Одан кейін республикалық жарысқа жіберді. Республикалық жарысқа бардым. Тура сол идея тақырыбында. Біраз уақыттан кейін болды ол. Тура сол идея, тура сол немді кішкене дамытып республикалыққа барам. Ол Алматыда болды, бір отель кәдімгідей күтіп алып мені андай болды ғой. Мықты болып күтіп алып. Жұлдызсыз ба ана жерде? Жоқ, ол жерде қатты емес, бәрі соны келгендер ғой жиналған. Әлі жұлдыз емес. Одан кейін қорғап балам өзімдікін, еркін қорғаймын сондай. Білмеймін, мен ештеңе күткен жоқпын, респадан не күтесің? Өзімді респаның уровеньде. Кетейін шай ішейінші, таныстар Алматыға барады деп. Отельде демалып сөйтіп жүрмін өзім. Влогта тоже бар бұл. Көрсеңіздер болады. Отельде рум-тур жасап жүрмін ғой. Сол басқа зат қызық емес қой. Қойып жіберейік енді рум-турыңызды. Басқа ештеңе қызық емес. Отель көрмеген ба деп қойсам ғой. Шератон дей ма, бірдеңе отель. Ойбай, қымбат отель. Жоқ, Шератон емес. Эдшерен деймін, білмеймін, ұмытып қалдым, бір отель. Влогта бар ол, влогта бар. Соның ішіндегі рум-тур жасап жүрмін. Одан кейін сол респадан 3-ші орын аламын ғой. Мәссаған. Респадан, иә. Таң қалым өзім, 3-ші орын алдым ба деп андай. Бүкіл Қазақстан педагогтар жиналып, сіз 3-ші орын алып кетесіз. Енді ол жерде әртүрлі сала бойынша ғой. Ондай бар ма? Ондай да бар. Мысалы, завучтардың жарысы бөлек деген сияқты ғой. Мен именно мұғалімдердің арасына, бірдеңелердің арасына қатыстым, идеяларға. 3-ші орын алдым. Лицейге гордый болып қайтып кәдімгі 3-ші орын алдым деп ше. Альфа ұстаз бірдеңе деп. Қай уақыттары 490-нан кейін бе? 3-490 аралығында ма бір жерде білмеймін нақты. Сөйтіп жүрген кезде не болды? Одан кейін Абай облысында семинарлар өткізе бастады, андай. Семинарлар дегенде
альфа ұстаз туралы айтатын моменттер болды, айту керек жерлер болды. Содан кейін инновация бөліміне шақырды. Жалпы бір сол Абай облысындағы кәдімгі нормально не мұғалімдердің бірі болып кеттік қой. Актуальный болып тұрған бар ғой мынау республиканский жарыста 3-ші орын алған, мынаны семинарға шақырайық деп сіз 7-8 айыңызда өзің мұғалімдеріңіз. Иә, сондай болып кетті. Сондай болып кеттіңіз, иә? Типа андай болды, даже министр келеді, соған алдында сөйлейсің, соған дайындалу керек анау деген кезде. Мен ол кезде бір басқа жаққа бара жатқанмын негізі, қонақ бір жаққа. Сол айттым, сол барамын, не қатыса алмаймын анау, бірақ немді слайдымды бәрін дайындап кетейін деген сияқты. Дайындап кеттік. Жалпы сондай бір не болды, қызық. Одан кейін сөйтіп жүрген кезде сол жалғастыра бердім жасап жүрген заттарымды, тиктогымды түсіріп бүйтіп. Енді ешқандай, иә, ол сертификат алдың, анау-мынау 3-ші орын алдың, енді жалғастырасың ғой по-любому жұмысыңды. Ол жай ғана бір жасап жатқан затыңның дұрыс екенін жалғастыра беруге болатын бір несі да. Сөйтіп жалғастырып жүрген кезде сол Талдықорғанға ауыстым деген сияқты ғой. Иә, сөйтіп 4-ші тоқсанда сіз балаларға жаңа методика, жаңа ескі методикалар жалғастырдыңыз. Әртүрлі сабақты әртүрлі өткізуге тырысып, жаңағыдай домбырамен айтыс деген сабақ болды, ұлттық құндылықтарға сай сабақ. Енді мен шыны керек сабақ өтетін кезде бүйтіп андай қатты нетпеймін. Мына құндылыққа сай болу керек, тазалық құндылығы деген сияқты бүйтіп қарап отырмаймын. Сабақ қызық болса, адекватны болса, әдепті болатын болса бір сабақ, оны өтуге болады нормально деп қабылдай беремін. Ең басты балаларға ерекшелендіріп, олардың қазіргі ой санасына жететіндей бір дүние жасау. Енді уақыт өте келе түсініп келе жатырмын, бірақ сабақта құндылық дегеннің маңызы ол бір бөлек бір ойланатын зат екен. Негізі оған қосып кәдімгідей құндылық KZ компаниясы жазылды. Бұрыннан түсіне алмайтынмын. Мен задачам тұр деймін да. Клетка жасушаның не екенін түсіндіруім керек. Құндылық дегенде не үшін айтып жатсыңдар маған деген сияқты. Мен түсіндірдім, менен не сұрайсыңдар деген сияқты. Сөйтсем жалпы адамның қоғамдағы рөлі, қоғамдағы адам болу қалыптасуы барлығына үлкен әсер ететін зат осы не екен да, құндылық деген сияқты. Ал мен сабағыммен бірге құндылықты беретін болсам, ол алған білімін дұрыс бағытта неде жұмсай алады деген сияқты. Ол да бар екен. Иә, әрине, жалпы мына жерде айта кетеріміз, әрине методикалар өте маңызды, бірақ бұл методиканың артында бір сапалы дүние болмаса, баланың өміріне әсер ететін бір тұрақты, бір қалыпты, күшті құндылық болмаса, пайдалы ағартушылыққа толы бір дүние деп айта берейін. Сол, иә, жалпы сабақ болмаса, то методиканың пайдасы не? Әрине, ойнатасың, күлдіртесің, қызықтырасың, бірақ жалпы Марат ағамыз айтқандай құндылыққа толы болғаны одан да өмірге және қоғамға артық болады. Сол, енді Талдықорған периодын айтып өтсеңіз, жалпы сізді Талдықорғанға тағайындады, сол жерде жатақхана меңгеруші болдыңыз. Ол жерде сіз альфа ұстаздығыңызды қалай жалғастырдыңыз? Талдықорғанға барған кезде негізі жаңа дем болды. Сіз 5 жыл Семейде, 4 жыл университет, 1 жыл мұғалімдік, жаңа орта болды. Бірақ енді өкінішке орай деймін бе, қалай айтса болады, жауапкершіліктің тым көп болған негізі әсер етті жұмысқа. Өйткені 20 сағат биология бар, онымен қоса жатақхана меңгерушілігі бар. Жатақхана меңгерушілік негізі ол былайша айтқанда тағы бір 20 сағат биология сияқты кемінде. Кемінде. Өйткені өте жауапкершілігі ауыр жұмыс болғаннан кейін, кім қалай қабылдайды, бірақ шынымен ауыр жұмыс жауапкершілігі. Сонымен қатар олимпиадаға қарау керек, онымен қатар еще магистратураға түсіп алғам Талдықорғанда. Ол да бар, тағы не бар, СММ бар, қосымша. Барлығы қосылып білген істеп отыр екенсіз ғой. Сол жерде бәрін жинап алып. Үлкен жауапкершіліктер болып кетті мойнымда. Сынып жетекшісі ба сол жерде? Жоқ, сынып жетекші болмадым. Окей. Сөйтіп жүріп, енді басында 2 айдай бойы кәдімгідей жақсы ұстап тұрдым барлығын. Сабақтарда бірдеңе ерекше өтуге тырысып, бірдеңе істеуге тырысып. Магистратураның қатырып арасында, иә. Магистратураның барып қойып, барып жүрдім. Сөйтіп жүрген кезде 2 айдан кейін басталды. Біресе сабағыма дайындығым уақытымды анаған арнап жіберем. Уақыт жетіспейді. 24 сағатты қалай бөлсең, 24 сағат жетпей алды бір күнде. Бір 32 сағат керек болған сияқты бір күнде. Кемінде, сондай болып кетті. Түсінеміз. Сондай болды. Жалпы Талдықорған қаласындағы енді шынымен сабақтарды жалғастырдық, жаңа TikTok нелердің барлығын, бірақ стандартный формада көбінесе ұстап отырдым сөйтіп. Мына осы зат жеткілікті деген сияқты болып қалды уже. Артық істейін деген зат болған жоқ. Өйткені артық істейтіндей энергияны басқа затқа жұмсау керек болды деген сияқты ғой. Приоритетті даже бірінші тұрған жоқ сияқты ол жерде. Оған балаларға ерекше жеткізу деген. Иә, ондай зат тұрған жоқ негізі. Өкінішке орай. Жеткізсем болды деген мәлімет болып қалды уже андай. Иә, әрине бұл түсінетіндей жағдай. Өкінішке орай көп мұғалімдер сол оймен 20 жыл өмір сүреді. Бір нәрсені қайталап 20 жыл бойы жасай береді. Енді сол нәрсені сіз қалай шыға алдыңыз? Соны айтып берсеңіз, жаңағыдай 1 секунд оқу дегенмен. Ол былай болды енді. Бір сынып бар. 10 сыныптардан, Талдықорғаннан 10 сыныптардан бір сынып болды.
негізі былай болды, менде өзім былай шешім қабылдағанмын 3-тоқсанға қарай тоже жылдың соңына қарай енді көп заттан выгорание болып әйтеуір соңына қарай қайтадан оянатын уақыт келді, көктем басталып ояну керек деген сияқты уже сол кезде енді барлық миыма келген заттардың барлығы ол келген маған бір подарок деген сияқты қабылдадым. Сөйтіп бір идея келді, алайын да жарайды онда дедім, жасап көрейін дедім, рисковать етіп көрдім. Жігіттермен келіскенбіз, қанша секунд, қанша подписчигіміз болады Инстаграмда, сонша секунд кітап сабақ оқимыз деп келістік. Сөйтіп бірінші күні бастап, енді рискованный зат қой негізі, бірақ сонда да бастап жалғастырып кеттік. Басында жаңа видео бар. Көріп тұрғандарыңыздай, осы видеода балалар 0 секунд оқыды ма? 0 секунд оқыды. Енді сол туралы видео болды. Кейін уже геометрический прогрессиямен адамдар қызығып, не істеп, сол түбіне қаншаға жеттіңіздер осы соңғы видеода? 3000 бірдеңе ғой. Ол қанша? 1 сағаттан асады ғой? 3000 жоқ, 1 сағат жетпейді, 1 сағатқа, кажется. Жетпейді 1 сағатқа. Енді осы периодта балалардың қандай әсері болды осы 1 секунд оқыды? Негізі өте қызық, өте жақсы, әсері мол, win-win жоба болды деп айта аламын. Немен және қалай? Біріншіден балалардың оқимыз деген инициативасы ғой. Өйткені балалар челлендж қылып қабылдағаннан кейін ол ұзақ уақыттың оның барлығын білім алуға неге жұмсай бастады да. Сөйтіп бізде бір IELTS-қа дайындала бастаған балалар пайда болды. Әдеби кітап оқитын балалар, дизайнға қызығатын балалар, сценарий жазатын балалар деген сияқты әртүрлі балалар қалыптаса бастады. Сөйтіп жаңағыдай қалай айтса болады. Бұл бір үлкен жоба, тек қана сабақты ғана емес, басқа да soft skill'дарды жаңағыдай өзіне қамтитын жоба болды да. Сонымен ерекшеленеді негізі. И жаңа әдіс тәсілдеуге болады. Не үшін? Өйткені биологияны тек қана биология сабағында емес, одан тыс уақытта да қызықтыруға болатын. Биологияны ғана емес, жалпы сабақтан тыста уақытта оқуға болады, егер шынымен оқушылардың мотивациясы болса. Деген сияқты ғой. Ерекшелігі сонымен қатар донат жасайтын көрермендер, подписчиктер. Осы нәрсені айтып өтсек, жалпы бір монетизация болып кетті. Осы жерден басталды сізде монетизация. Андай монетизация деп YouTubeқа қанша уақыт влог түсірдім бе? Енді монетизацияны ойлаған жоқ, бірақ соны ойлайтын бар ғой, монетизация бола ма екен? Қашан маған реклама келеді деп. Жоқ, білмеймін енді бір. Танымал болып кетпесем де, әйтеуір YouTubeқа өзім үшін түсіріп жүрген ғой. Бірақ монетизация деген басқа жақтан келеді ғой ше. Монетизация дегенде де подписчиктардың біздің оқырмандар, кітап оқитын жігіттерге несі ғой? Сыйлығы ғой, андай бір баунти алып беріп, мынаған бір шоколад алып беріп деген сияқты задачалар келеді. Соларды орындаймыз. Сөйтіп бір айдың ішінде 400 мыңға жуық ақша түсті шамамен. Мәссаған. Иә. И оның барлығын емес енді. Біршама бөлігін оқушылардың өздеріне шай, пай, донер бірдеңелер сұрайды, соларын алып берем. Оқушылардың өздерінің айтуы бойынша біз оларды ақшаның бірнеше бөлігін қайырымдылыққа жіберіп отырдық. Ол кезде Батыс Қазақстан облысында су басып отқан. Сол жаққа қайырымдылыққа жіберді жігіттер. Жалпы солай болды, жалпы жоба. Енді осы сіз Талдықорғанда осы 1 секунд дегенмен не істей бастадыңыз, аты шулы, атаңыз болды. Шулы дегенде сол 3000 адам ғой. Енді оның өзі біраз ғой. 400 мың теңге бір жинау деген оның өзі бөлек қой. Енді қазір қайтадан айтып бер. Атаңыз болған осы 1 секунд оқу деген, өйткені бұл біраз дәрежеге жетті. 400 мыңға жуық ақша деген ол аз емес. Алысай. Қайтадан айтсамыз. Сол, қайдан бастан өтсем бе? Қайтадан. Сол, жалпы осы 1 секунд оқу деген атаңыз болған, өйткені 3000-нан астам оқырман тіркелген адам, және де 400 мың шамамен ақша, оның біраз бөлігі қайырымдылыққа кетті, бір бөлігі олардың өздерін еркелетуге кетті. Сол, менің ойымша бұл жоба ретінде күшті нәрсе еді. И балаларға деген осындай мен оқи аламын ғой деген. И бір нақты сан болса, осынша уақыт оқимын деген, и оның қайдан келгенін білсең, осынша уақыттан оқыған, бұл балаға ерекше бір әсер береді деген ойдамын. Сол. Бірақ бір нәрсе айтып өтейік, бұл нәрсе жалғасты ма? Бұл нәрсе жалғасты ма дейсіз бе? Так, ойлан қойшы. Сұрақтың несін түсінем өтім да? Бұл жалпы айтатқанда, сіз осы жобаны жасадыңыз ба? Кейін балалар өздері алып кете алды ма осы оқуды? Бұл жобаның біту уақыты жылдың бітуімен сай болды ғой. Негізі жоба келесі, егер қалып жатсам сол қалада жобаны жалғастырушы едім оқушылармен бірге. Бірақ ол сынып біріншіден
10-шы сынып болып кетті. Ой, 11-шы сынып болып кетті. ОБД-ға дайындаладым. Қатты мазаламайтын уақыт қой негізі 11-шы сынып кезінде. Басқа сынып алуға да болады еді негізі, ауыстырып деген сияқты. Бірақ сол сыныппен бастағаннан кейін сол сыныппен жалғастырамын дегенде ой болды. Одан кейін басқа мұғалімге қалдырып кеттім мен. Ол мұғалім де андай өзінің инициативасы болмағаннан кейін ба кішкене жалғастыру қиындау болды оған да. Жалпы тырысып көрдік енді жалғастыруға. Бірақ қатты не болмағаннан кейін қазір Instagram парақшам менде. Негізі алдыда оны қолдануға жоспарлар бар. Оны келесі подкастта айтамын десең. Келесі подкастта оны жасап жатсам көресіздер. Сол. Енді осы жалпы сіз 2 жыл мұғалімдігіңізде көптеген адамға танымал болатындай, жаңа жұлдыз болатындай бір жетістікке жеттіңіз. Енді сол жұлдыздығын жалғастырып, сіз қалай Тоқаевпен және министрмен соны бір айтып өтсеңіз. Өйткені қазір мына жерде фотолар бар, тік-тік. Енді былай болды негізі. Аймағамбетовпен кездесу ол негізі Альфа ұстаздың әсері болған жоқ негізі қатты. Әсері болған жоқ енді былай болды. Мен Q9-ға спикер ретінде келдім ғой. Q9-ға спикер ретінде келген кезде, жалпы Q9-ға тақырыбым секунд оқимыз болмаған негізі арасында. Бірақ мен ол туралы Алтынгүл деген ханым болды, осы Q9-тың жалпы редакторы да. Сол кісіге айтамын, менде осындай секунд оқимыз деген зат бар, соны қосса қалай дедім. Ол кісі қарап нетіп көрді де, болады екен деді, сол артынан қосты. Тақырыбым Альфа ұстаз болған, енді бұрынғы әдістерім туралы айтайын деген ғой, жаңағы бұрынғы айтқанымда. Секунд оқимыз қосқаннан кейін секунд оқимыз қызық болды бәріне. Ал Аймағамбетов алғашқы 2 спикерді ғана тыңдады. Ал мен негізі 6-шы спикер ма сондай болған. Мен алдыда 2-ші спикер жасады. Басындағы адамдар көріп үлгеріп қалсын деген сияқты, қызық тақырып деген сияқты. Сөйтіп көріп Аймағамбетов қызығып, сторисына салып, депутаттар көп кейбір, олар да салып сондай қызық не болған болатын. Жалпы сөйтіп Аймағамбетовпен жеке таныстық деуге де болады негізі, сыртқа шығып, сөйлесіп біраз. Аудиториядан шығып, кейін аудиториядан шығып, сөйлесіп, Максим Рожинмен де андай керемет деген сияқты бір нелер естідік, фидбек естідік. Оқушыларға сразу жібердім, жігіттер міне осыны бізді айтып жатыр деп ше. Оқушылар риза ар жақта. Негізі шыны керек, мен бірнеше оқушымды алып келгім келген. Бірақ енді сабақ анау мынау деген сияқты бір. Әрине. Сабақ барысында жұлып алу. Бірақ шынымен сол сыныппен жұмыс істеген кездерімде қатты сағынам. Андай қалай айтса болады. Өмірімдегі бір кәдімгідей үлкен бір орын алатын бір момент болды сол. Секунд оқимыз жобасы жалпы. Өйткені бір зат түсіндірді маған. Кез келген идея негізі ол бекер емес, адамға келетін. Егер идея қоғамның бір игілігі үшін бір идея келіп жатса, негізі максимально оны жасап көруге тырысу керек. Өйткені идея кез келген адамға өйтіп түсе салатын зат емес, оны бағалау керек деген сияқты. Көптеген идеялар болады, оғанға дейін де одан кейін де мен қазір бағалай бастадым идеяларды. Байқасаңыздар, сол үшін келген идеялардың барлығын мен түсіре беремін, бүйте беремін. Оңай болса да жасай саламын. Әрине. Енді бәрібір де сапасы жағынан ойланып, кішкене бір идея ғана емес, бір жалпы келесі этапқа жеткізу. Ол туралы қазір кішкене айтып өтеміз. Енді жарайды, министрмен сіз бір кент деп айтайын ба, дұрыста бір дос болып кетіп, екі ортада сіздің тақырыбыңызға қызығып, сторисқа салып, жақсы сөйлесіп кеттіңіз. Енді Тоқаев. Сол енді соған. Ал ол сол жаңағы Q9-ға келген кезде мен Дархан Өте осы біздің қоғамдық қорының президенті байқаған болатын мен Q9-та. Одан кейін ол кісі сол жерде айтқан болатын мен енді сол кезде неге ауысып жатқан моментім. Пиар жаңағы осы бөлімге, пиар бөліміне. Ол кезде маған айтқан болатын, мұғалімдік негізі саған жақсырақ келетін сияқты ғой деген сияқты айтып қалды олай. Сол кезде мен де өзім ойланып қалдым негізі. Бірақ Дархан Өте байқап қалған зат мені спичім менің жаңағы ерекше болғаннан кейін, ерекше сөйлей алады дегеннен кейін осы жылдың басында мен КТФ-те жүрген кезде Дархан Өте Түркістан қаласына президент визитпен барады, аралап шығады. Сол кезде Түркістан билға да кірейін деп жатыр екен. Сол жерде бір ерекше бір сөйлеу керек, бірдеңе инновацияларды түсіндіру керек болады. Соған Жігер Телеуханов және мен, тағы бір ағай, сөзде үшеуміз таныстырдық жобаларымызды. Ерекше жаңадан инновациялық нелер, ашылулар деген кезде біз тұрдық сол жерде. Жалпы дайындық қалай болды және спичті айтып берсеңіз? Дайындық ауыр болды негізі дайындық. Ондай дайындықтан өтпеппін бұрын. Мен президентпен кездесіп ғой шынымен. Ерекше. Бір апта бойы негізі дайындалдық. Сөзіміз қанша рет өзгерді. Әрбір адам келіп өзгертті ғой. Біз ПЦР тест тапсырдық. Білмеймін, металлы искатель бірдеңе бәрімен тексерілдік. Қандай? Тексерілмеген дүние қалмады ғой жерде. Бәрін тексеріп. Сондай болды жалпы. Барлық тексерістерден өттік, жаңағыдай ПЦР тест, білмеймін, мүмкін тесттің барлығынан өттік қой. Тексеріліп бір аптадан кейін
әртүрлі адамдар келіп шықты енді бір апта бойы жаңағыдай. Тамара Дүйсеновна келді. Ол кім тағы? Премьер-министрдің көмекшісі ма сондай. Сөйтіп андай әртүрлі адамдар келіп тексеріп кетті. Әкім, облыс әкімі. Соңында келіп аппарат президенті келді. Соңғы түзетулерді қойып, президенттің өзі келді соңында. Енді ол момент енді ерекше. Аура деген ана жерде болды. Аура деген сөз бар ғой, сол жерде келеді ғой. Аурасы бөлек адам. Осы бөлек келіп. Айтқан затым жалпы альфа. Мен бастаған кезде айттым. Мен қайырлы күн мистер президент деп сөйтіп тұрсаң. Қайырлы күн, мен жалпы альфа ұстазымын. Ең қызығы айтайын, амандаспай тұрып. Жаңағыдай президент келмей тұрып, бізге айтады, қолдарыңды бүйтіп өздерің бермей нетпеңдер, тыныш тұрыңдар, созбаңдар дейді. Тұрам, келеді президент қолын созады. Миымда андай ғой. Не істеу керек? Маған айтпады деп, не істеу керек? Қазір бермесем не етсек сияқты. Ойлап көріңіздер, ана жерде сіз президенттің алдында тұрсыз, жалпы ана жерде фото тұр, сөйтіп айналасын охрана, адамдар, әр бір қимылыңызға адамдар бақылап тұр. Бір қадер жасасам қазір бір нәрсе болып қалады дегендер уайыммен тұрдыңыз, дұрыс па? Сол, жалғастыра беріңіз. Енді бәріне мен алдымда жігер ағаға да, ағайға да қолын берді енді. Бәрі алып жатыр ғой. Жарайды енді, бүйтіп қолын беріп алдым қолын. Не болса да тымды бергеннен кейін алу керек қой дедім да. Сөйтіп амандасып бастадым. Қош келдіңіз, жалпы менің атым Марат деген ананы өзім таныстырып, айттым, мен альфа ұстазымын деймін ғой. Айтады, жоқ бүйтеді. Мен, өзіңіз білесіз, қазіргі ұрпақ ол альфа ұрпақ деген сияқты. Ал мен альфа ұстазбын деймін ғой. Одан кейін взрывной часть, мынандай не часть андай болады. Жазып қоятындай болады. Президент әзілдесті деген сияқты. Мен альфа ұстазбын. Қазіргі ұрпақ ол альфа ұрпақ, ал мен альфа ұстазбын деген кезде президент тұрып, типа деген жоқ. Альфа самец па деген сияқты айтады да. Жанындағыларға. Типа альфа самец деген сияқты айтты да президент. Содан кейін мен шок болып тұрмын ғой. Президент деп сөйтіп әзілдей ма деп ше. Сөздеріңіз ұмытқаны сол кезде. Шынымен не болып кетті деп ше, андай болды. Сондай бір чувство болып қалды. Енді альфа самец па деген президент айтса, бір жағынан нетіп қаласың, күшті болып. Рухтанып. Жанындағы адамдар бәрі күліп жатыр. Енді оның бүкіл жерден қиып тастады. Мына жерде білмеймін, YouTube-қа салған қалай болады екен оны. Жарайды, нормально. Еш жоқ, қаталамыз. Сөйтіп жалғастыра бердім. Таныстырып шықтым жаңағыдай. Кітап деген біздің қосымша бар, жаңағы кітап деген бар еді ғой. Одан кейін альфа ұстаздың жасап жатқан заттары, альфа ұрпақпен жұмыс істеудегі деген сияқты методикалар бірдеңелерді түсіндірдім. Содан кейін дальше кетіп қалды. Жақсы қызық екен деген сияқты да кетті дальше. Солай болды қысқаша. Қысқаша айтқанда сіз жаңағы біз бүкіл осы подкастта айтып жатқан нәрселерді айттыңыз, Майнкрафт. Қысқаша қылып бүйтіп аз уақытқа сыйлап айттым. Қанша уақыт болды соған? 2 минут па, 1 минут. 2 минут деген, 2 минут. Негізі ол өте көп уақыт ол бүйтіп тыңдап тұратын президент үшін. Өйткені қанша адаммен кездесіп жүр ғой. Әрине. Солай болды жалпы. Одан кейін не болды? Сол президент келіп, лицейден шықты. Сөйтіп сіз екі ортада жай идеядан, сауалнамадан балаларға не қызық болады деп сөйтіп екі ортада президентпен кездесіп қалдыңыз. Солай президентпен кездестік. Енді жалпы сіз өзіңіздің қысқада мұғалімдік тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін рахмет. Енді осы жас мамандарға алғашқы бірінші, екінші жылы мұғалімдіктің қандай кеңестер береді және оны қалай өзіңіз жасар едіңіз жас маман болсаңыз қайтадан? Ең бірінші зат алдындағы айтып өткен не ғой, мысалы сіздерге құндылық несіне бір постқа бір идеялар беріп еді ғой, сол кезде пост. Сол жерде ең бірінші айтылған зат таргетолог болу. Мысалы негізі жас маман ең бірінші жанатын жері ол оқушылар сабаққа қызықпаса, өзі сабақтың барысын түсіне алмасақ, қабылдай алмаса жалпы, оған өзіне қиын болады. Выгорание басталады. Сол үшін ең бірінші жылды жалпы ең бірінші жыл емес тек қана бірінші, екінші жылдарын адаптациялық жыл, яғни эксперимент жыл деп алу керек. Обязательно өз кез келген жас маман. Яғни кез келген қателік ол опыт деп қабылдау керек болады алғашқы жылдары. Енді қателесіп өмір бойы қателесе беру керек емес. Басында опыт жинау үшін кейбір заттарды тексеріп көруге, нетуге болады. Енді мұғалім болғаннан кейін ол көру керек, зерттеу керек, іздену керек деген сияқты ғой. Мұғалімдік жұмыс ол өте жауапкершілігі мол жұмыс. Сол үшін оған бейжай қарауға болмайды. Келесі жылға өзіңе әдіс тәсілдерді тексеріп азық жинау керек. Жаңағыдай. Мынау болады, мынау болмайды деген сияқты. Мынаны жақсы жасай аламын, мынаны жақсы жасай алмаймын. Мынандай менеджменттің түрі жақсы деген сияқты, сынып басқарудағы. Сол сияқты біріншісі жаңағыдай еркін болу, одан кейін барып таргетолог болу. Таргетолог болу деген әр сыныптың аудиториясы әртүрлі болады. Барлық сынып бірдей емес. Бір сыныптың аудиториясы қарапайым сабақтарға үйренген. Оларға керек емес негізі. Андай әдіс тәсіл жасап, шоу жасап керек емес негізі. Шынымен оқи береді.
иә оқи береді. Егер шынымен балалар оқып нететін болса, қажеттенеді бір. қандай қажеттілік бар оны өйтіп ерекшелеуге, сабақтың уақытын құртып, олардың энергиясын құртып, оларға өтпейтін болса, онда кәдімгі сабақ өте беріңіз, егер өтіп тұрсаңыз нормально деген сияқты. Мына жерде таргетолог деген жалпы ол мамандық СММ специалистерге осы Instagram, YouTube жүргізетін адамдардың терминологиясы. Таргетолог деген, таргет деген ол бір бағытқа ғана бір фокус арнау. То есть мысалға жерде сіз айтып тұрғаныңыз бір сынып бар, оған фокус арнайсыз. Қандай фокус? Оларға ұнайтын нәрсесі ғана беріп, иә. Дұрыс па? Мысалы Майнкрафтпен болса Майнкрафтпен, басқа сыныпқа Майнкрафт ойнамауы мүмкін. Оларға аниме қызығырақ, немесе басқа дүние қызығырақ деп сіз сол бағытты айтып тұрсыз. Иә, соны айтып тұрмын. Сол эксперимент, одан кейін таргетолог болу, одан кейін өзіңіздің жаңағы неңізге, сырт келбетіңізге жалпы маңыз беру. Өйткені адамның сырт келбеті оның ішкі дүниесінен хабардар етеді. Ал ол бар біріншіден. Екіншіден жаңағыдай оқушылар сырт келбетіңізге қарай негізі сіз туралы бір ой қалыптастырады. Сырт келбет деген тек қана киім туралы айтып отырсыз ба? Мен киім туралы айтып отырмын, жалпы. Киімнің де рөлі зор. Біріншіден жаңа айтқандай адамның ішкі әлемін көрсетеді деймін ғой киім. Ішкі әлемін көрсеткеннің өзінде де тағы да бір зат бар айтатын. Ол адамның уверенностіне, жаңағы сенімділігіне әсер етеді киім негізі. Қаншалықты өзіңізге жарасымды жаңағыдай сенімді киінетін болсаңыз, соншалықты сіздің де өзіңіздің миыңызда сөзім өтіп жатыр деген сияқты не қалыптасады. Ол бар ондай. Адамдардың өзін қабылдауы бөлек болады. Қабылдауы бөлек болады. Иә. Өзін кішкене бір стадияға бір ерекшеленіп сенімділік сезінесіз. Ал сенімділік ол сабақта өте керек зат. Жас маман үшін керек зат. Иә. Өзің туралы ой қалыптасады деген сияқты ғой. Енді жауапкершілікпен, жұмысыңа жауапкершілікпен қарауды білдіреді ол да. Сонымен оқушылар да сізге қарап үйренеді деген сияқты ғой. Сол келесі кеңесті аша кетсек енді. Келесі кеңес ол эмоциональный интеллект деп айтуға болады. Ол мысалы әр жерде әртүрлі эмоциональный интеллект, эмоцияны өзгерте алу, эмоцияны бір жерден бір жерге апармау. Мысалы егер өзіңіздің жеке проблемаларыңыз болатын болса, оны сыныпқа апаруға болмайды негізі. Өйткені сынып ол жұмысыңыз, ол үшін адал ақша аласыз. Ал ол жерге апаратын эмоцияларыңыз ол сіздің жұмысыңыздың бөлігі емес деген сияқты ғой. Эмоция деген сіз ызалану, мысалы ызалану қараңыз. Егер ызаланып сабаққа келетін болсаңыз, сабақпен негізі жеке өмірді максимально байланыстырмаған дұрыс болады. Ызаланып сабақ өтетін болсаңыз, шынымен продуктивность жағынан да өзіңізге де оқушылардың эмоциясына әсер етесіз. Одан оқушылар сіздің сабақтарыңыздан кейінгі сабақтарға да сол эмоциямен баратын болады. Яғни сіз олардың өзіңізден кейінгі сабақтарды сөйтіп жүресіз деген сияқты. Бұл жерде максимально сабаққа келдіңіз бе, қаншама ситуация болып тұрса да, енді түсінемін сізге қиын болуы мүмкін, бірақ өзінің сабақтың ережелері бар, соған оқушылардың көңіліне де қарау керек. Жалпы сіз айтқыңыз келіп тұрғанда, сіз қаласаңыз да қаламасаңыз балаларға әсер етесіз. Оның әсері жаман түрде болмасын деп. Ызалану, мұңаю, жаңағыдай көңіл күйін түсіріп жалпы. Иә, оларға бұл қатты әсер етеді. Ал қандай кеңес берер едіңіз? Қалай кіру керек сабаққа? Сабаққа дейін ойлаймын, мен ойымша бір белгілі бір эмоциональный бір жаттығулар жасап, мысалы бір қандай жаттығулар жасауға болады? Мысалы күлімсіреу мүмкін, анда видео бар, бір мұғалім күлімсіреу. Мен ойымша белгілі бір видеолар бар, әр адамға әртүрлі әсер ететін видеолар бар негізі. Мысалы сіздер Reels, TikTok қараймыз ғой біз. Негізі шынымен әр видео негізі әртүрлі әсер етеді. Егер қазір бір сағат бойы біз бір қайғылы фильм көретін болсақ, біздің эмоциямыз қайғылы болып шығамыз ғой, біз күліп шықпаймыз ғой точно. Сол сияқты ол қайғылы эмоция әртүрлі адамда әртүрлі сақталады. Тура сол сияқты әр адам өз видеоларыңызды өзіңізді қайғыртатын немесе өзіңізді күлдіретін сондай бір эмоцияны өзгертетін видеоны тауып қою керек. Топтама немесе топтама. Әр адамда әртүрлі просто ол. Өзіңізге бір мен болуы мүмкін деген сияқты. Сол қарап сабақтың алдында эмоцияны қайтадан басқаша стабилизацияға келтіріп алып, қайтадан кіресіз деген сияқты. Барлық адамға бір видеосын алмаймын просто. Қазір менің өзім менің видеоларымды көрсеңіздер, сіздер шыдай алмайсыздар. Ол бөлек. Ол бөлек. Сол. Иә, жалпы айтқанда эмоциональный интеллект дегеніміз, сіз балалармен жұмыс істегенде өзіңіздің эмоцияларыңызды басқара білу керексіз. Олардың жаман көңіл күйіне түспеуіне, және де жаман көңіл күйде болса, оларды шығара алуға, ол көңіл күй и сабаққа бағыттауға. И тағы да бір кеңесіңіз айтып жіберсеңіз. Тағы бір кеңес қандай еді? Соңыңыз қандай еді? Күшті соңыңыз бар еді сізде. Сіз бесеу еді, төртеу айттық қой. Төрт, бесіншісі бар. Айтайын ба? Көрсетші. Пока ойлана беріңіз. Так, таргетолог бол, қателесуден қорықпа, сабақ тек кабинетте емес. Осы. Вот, все, давайте. Одан кейінгі кеңес ол сабақ тек қана кабинетте емес,
бағана айтқандай ғой, ең басты зат ол сабақтың мақсатын орындау ғой. Ал оны орындау үшін кабинетте болу маңызды емес, кез келген жерде орындауға болады. Газонға барып сабақ өтуге болады деген сияқты ғой. Обстановканы өзгертіп отыру жаңа идеялар әкеледі мұғалімдерге де, оқушыларға да. Яғни сабаққа басқаша қарауға тырысады. Мысалы, бір эксперимент бар. Бір оқушыны сабақта бір сұрақ қойдым оған. Сол сұраққа ол банально жауап береді сабақ кезінде сұрасаңыз. Ал оны газонда тура сол сұрақты сұрасаңыз, ол басқаша жауап береді кішкене. Оның эксперимент ретінде бар ма ол нәрсе? Мысалы, пример ретінде айтайын. Мысалы, эксперимент ретінде нақты білмедім, бірақ өзім сондай тексеріп көрдім. Мысалы, сұрайсыз оқушылардан, жасуша деген, мысалы, неге ұқсайды деген сияқты сұрауы мүмкін да. Жасуша деген айтады ол сабақта. Ол дөңгелек, бірдеңе, там мынандай. Ол сабақ барысында. Сабақ барысында деген сияқты. Мысалы, газонға шығады, жасуша неге ұқсайды дейді, ол айтады, мысалы, жасуша деген ол не сияқты, мысалы, доп сияқты деген сияқты. Ал типа адам денесі ол осы поля толып тұрған доптар сияқты деген сияқты. Полный поляны допқа деген сияқты ғой. Андай ойлануы да кішкене басқаша болады. Ол түсініп тұр да, ол сабақта емес, еркін бір неде формада. Еркіндік, адамға еркіндік берсең, кейбір адамдар басқаша ойлана бастайды. Негізі шығармашылық адамдар сондай болады көбінесе. Еркіндікте ғана жақсы жұмыс істейтін. Мен мысалы бір мысал келтірейінші. Кейбір кісілер өкінішке орай дзюдодан жетістікке жетпейді. Қарап тұрса, бірақ өте көп уақыт бойы дайындалады да. Бір приемды, жаңа бір әдісті 1000 рет қайталайды, 10 000 рет қайталайды керек болса ше. Бірақ жарысқа барғанда олар өшіп қалады. Не екенін түсінбейсің. Бір нәрсені 1000 рет қайталадың ғой дейді да. И сұрақ қойсаң, кейін енді адамдар тексереді. Адамдар сол жаңағы 1000 рет жасаған адамдар өйстіп екен. Бір жерде бір мат, жаңағы бір не мат қалай? Бір палас сияқты, бір сол тренировка жасайтын жерде, сол жаңағы бір жерде бір адамдармен бір уақытта жасай берген да. То есть олардың жалпы бүкіл осы дзюдоның өмірі, жаңағы приемдары тек қана бір жермен бір уақытта шектеліп қалған, бір адамдармен шектеліп қалған. И сондықтан бір нәрсе өзгерсін, адам өзгерсін, мекен өзгерсін, немесе уақыт өзгерсін, олар істей алмай қалады күнделікті жасап жүрген нәрсесін. И менің ойымша сабақтан тыс деген нәрсеміз, біз жалпы мұғалімдер мүмкіндік болса, әрине ол үшін сізге көбінесе ақша төлемейді сіздің балалармен сабақтан тыс уақыт жұмыс істегенше. Бірақ шынымен де білім қаласаңыз, ағартушы қаласаңыз, балаларды сабақтан тыс уақытта сұрақ қою, олардың білімін беру. Өйткені біз тек қана осы кабинеттің ішінде жаңағыдай отырып қойсақ, сыныптың ішінде ғана беріп қойсақ, мына нәрсеге тап боламыз. Бала ол білімді тек қана осы жерде ғана көрсете алады. Түсіндіңіздер ме? Мысалы, кейбір адамдар болады, футболды өзінің дворында ғана ойнай береді, бірақ полеға шықса, жарысқа шықса ойнамай қалады. Сондай тема да, ол жалпы бұл үйрету ғой, басқа неге өзіңіздің жаңа нәрселерге адаптировать ету. Қазақша білім бейімдеу. Бейімделу. Сол. Сондықтан өзіңіздің біліміңіз болса, жаңағыда тек қана сыныптың ішінде ғана емес шектемеу. Сол. Енді осы жас маманға деген осы 5 кеңес, ол нәрсе жазылды осы Құндылық KZ компаниясына, несіне жазылып тұр, Instagram парақшасында. Қазір бір-екі тақырыптарды айтып өтсек, жалпы сіздің өзіңіздің болашағыңыз және осы мұғалімдіктің болашағы не күтіп отыр? Өйткені альфа поколение уже 11-ші сынып болып жатыр. Қазір бізде бета поколение болып жатыр. Сол. Енді өзіңіздің туралы айтып өтсеңіз, кейін осы тақырыптарға көшеміз. Ең бірінші жалпы не туралы, альфа ұрпақ туралы айтайын ең бірінші. Қараңыз, сіз мына нәрсені айтып өтсеңіз, қазір өзіңіз туралы айтып өтсеңіз да. Жалпы қазір сіз пиар бөлімінде жалғастырасыз, видеограф ретінде ше. Жалпы видеоға қалай келдіңіз, не үшін сол нәрсе қызық сізге? Сіз жалпы өзіңіздің ораторский искусствода жаңағы геймификация туралы айтып берсеңіз, ол да бір әдіс қой ше. Соны бір аша кетсек. Ең бірінші жалпы видео сферасына, жалпы видео демей ақ қояйын, жалпы шығармашылық деп айтайыншы. Осы жаңа влог түсіру, тикток түсіру, қазір бір-екі тиктоктар бар, жалпы инстаграмға кіріп қызық нәрсе көп бұл кісіде. Жалпы бала кезден бері мен негізі көп зат байқамаған екенмін, бір зат түсіндім. Негізі бала кезден бері өзі знактар болады екен, ата-анаңнан айтылып тұратын саған. Мысалы мен парақтарды алып, ең басында парақтарды алып, оған точка қойып, мамама барып көрсететінмін, қалай, қандай әдемі деп ше. Мен бұл жерде неге ниетім келіп тұрып, басқаларға эмоцияларына әсер ету маған ерекше не беретінін түсіндім осы моментте. Қалай? Рахат па? Мысалы точка саламын ғой, көрсетемін, әдемі екенін. Қайттан келемін, тағы да бірдеңе жасаймын, мама көрсетемін, әкеме көрсетемін, апам, әжеме көрсетемін деген сияқты сөйтіп көрсетемін бәріне. Мен бұл жерде түсінгенім, менің адамдарға творчествомның ерекшелігімен, жалпы бір әдемілікті оларға көрсету арқылы оларға әсер етуге болады эмоцияларына, соны түсінгенмін ғой бала кезден бері. И соны дамыта бергенмін. Мен негізі өтте көп, бұрын суретті көп салатынмын негізі. Бала кезде өтте көп қағаз үйде не қалмайтын.
сурет салмаған қағаз қалмайтын, сурет салып тастайтынмын. Одан кейін уақыт өте келе мен пластилиннен көп зат жасайтынмын өте. Пластилин қалмайтын андай, барлық зат жасап тастайтынмын. Одан кейін уақыт өте келе мен қағаздан макеттер жасап қызықтым. Әртүрлі ноутбуктар жасайтынмын. Ноутбугым мен телефон ештеңе болмады да. Ноутбукты қолдан жасап алып өзім ноутбук жасап қағаз макеттен кнопкаларын бәрін нетіп, сөйтіп ноутбукпен жұмыс істеп андай болады ғой. Ноутбуктың бетіне бірдеңелер ауыстыратын, бірдеңе жасап, сондай қызығатынмын соған өзім. Соны бірақ енді мен бұл нәрселердің белгі екенін түсінбеппін. Балалық қызығушылық дедіңіз бұл нәрсе? Иә, лицейде оқыған кезде де лицейде оқыған кезде мысалы ешқандай не түсінбеппін лицейде. Қызықпаппын ешқандай неге. Қызықпаппын дегенде менің ойымша ол нәрсеге ешкім тартатын ешкім болған жоқ сияқты ол салаға. Көрсететіндей бүйтіп. Бүйттім мен сол үшін үйге барған кезде, ауылға барған кезде не түсіре бастадым. Бауырымды түсіріп ата-анама көрсете бастадым. Қызық видеолар бар. Бауырыммен вайн бірдеңе түсіріп. Бірақ тек қана ата-анам үшін. Негізі ол видеолар да бар ютубта, менің каналымда. Басындағы видеоларым. Қызық, оқшым бауырыммен бірге бірдеңелер түсіріп. Ол кезде де мен белгі екенін түсінбедім. Ол нәрсе ойлайтынмын, бәрі түсіретін шығар солай деп ше. Сөйтіп тәрбиешілік кезде ғана сондай бір оқушыларымды түсірейін деген ой пайда болды да. Инстаграм ашып түсірген кезде бастап түсіндім. Креативный заттар көп жасай алады екен. Бәрі оны байқай бастады. Одан кейін 3-ші курсымда СММ берді, маған жауапкершілік, лицейдің СММ-ін. Сол кезде ерекше көріне бастадым. Дастан ағайдан кейін алдым да, Байдастаннан кейін. Одан кейін алу деген ол үлкен жауапкершілік негізі. Оның видеоларынан кейін менің видеоларым қатты емес болды негізі басында. Байдастан деген қазір осы дрон. Иә. Оның видеоларынан кейін ауыр болды алу. Бірақ бастап жарты жылдан кейін жақсы бір видеолар сала бастадым. Одан кейін 4-ші курсымда уже белгілі бір андай түсіне бастадым СММ-ді, бояп видеолар сондайға үйреніп алдым. Сөйтіп 4-ші курстан кейін жаңағыдай мынау қызық сала екен деген сияқты не пайда болды менде СММ саласы деген сияқты. Бірақ 5-ші жылға мұғалім деген бағыт берді маған ағайлар. Одан түсіндім, СММ болған жоқпын 5-ші жыл, тек мұғалімдік атқарсын деген сияқты. Сынып жетекшілік мұғалімдік. Сөйтіп сынып жетекшілік мұғалімдік атқарып жүріп, видеолар түсіріп жүрдім, өзім үшін андай еркін уақытым болды. Влог түсіріп сол кезде ғой жаңағыдай. Енді бос болғаннан кейін влог түсіріп өзімнің творчествомда сол YouTube-ға көрсетіп деген сияқты сондай не болды. Сөйтіп жалпы Талдықорғанда да СММ берді барған кезде, директор да білді да видео түсіріп жүрген барлығын. Талдықорғанда да жалғастырдым, жаңағы секунд оқимызда жалғастырдық. Сөйтіп қазір осы Талдықорғаннан кейін осындай жерге шақыру алдық. Пиар бөліміне. Енді білмеймін, креативный болғаннан кейін ба, білмеймін ғой қай неме қызыққанын, бірақ сондай болғаннан шақырып алып отырмыз. Жалпы болашақта енді бұл саламен баруға қалай айтса болады. Именно осы креатив саласы бойынша, креатив саласы деп ғой, блогинг саласы бойынша баруға негізі жоспарлар бар. Енді нақты айта алмаймын қазір бір белгілі бір заттарды. Өйткені басқаша да болуы мүмкін. Белгілі бір заттарға байланысты болып тұр. Бірақ жалпы өзіме қызық, айналыса алам, ұнайды деген сияқты заттардың бірі осы блогинг. Видео алдында сөйлеу, таныстыру, бірдеңелерді көрсету, баяндау, креатив қолдану барлығы қызықтырады мені. Сонымен қатар мұғалімдік те қызықтырады, әрине. Бірақ негізі мұғалімдік ол менің ойымша 200-300 балаға әсер етуді. Ал шынымен блогинг болса, ол мыңдаған, 100 мыңдаған адамдарға әсер етуді деп ойлаймын. Өз басым. Сол, енді жалпы бұл кісіде геймификация деген нәрсе бар. Мен сұрап қоймай жатырмын бұл кісіден. Сол геймификация туралы айтып берсеңіз, сіз қалай өзіңіздің жаңағыдай шешендік өнеріңізді дамыттыңыз? Соны айтып берсеңіз. Енді қатты дамып кетті деп айта алмаймын шешендік өнер. Бірақ оның өзі бір прогресс бар ғой енді, бір деңгейге жетті. Негізі мен оқушы кезімде ондай сахнада көп жүретін ондай адам емес едім. Бірақ уақыт өте келе ол нәрсенің қажет екенін түсіндім. Жалпы мен өмірде андай өзімді главный герой дейді ғой бір. Ойынның главный геройындағы адам сияқты сезінемін. Білмеймін неге всегда сондай болды менде. Әдемі. Байқасаңыздар, Инстаграмдағы видеолардың барлығы сондай бір видеолар стилінде. Басты кейіпкер негізі. Сондай сияқты. Иә, одан кейін енді басты кейіпкер болғаннан кейін бірдеңе қылып, мен ойлаймын, проблемаларды да солай жеңемін. Басты кейіпкер проблемалар ол маған сюжеттің линия сияқты келіп отырады деген сияқты. Ол керек, ол эпичность береді деген сияқты. Ауыр жинаймын. Ауыр жинаймын деген, очко жинаймын болады. Сөйтіп сахнаға шығу да ол үйренуге болатын зат шығар деп ойладым. Содан кейін геймификация сияқты жазадым, былай. Сахнадағы әрбір минутын жазам дедім. Жазып жүремін деп тәрбиешілік келді. Сөйтіп сахнаға әрбір минутын жазам дедім де, бір ағайдан көріп қалдым сондай нәрсе жасайды екен, сағаттарын жазады, спикинг жасаған. Ал мен сахнадағы әрбір уақытын жазамын, жазып бастадым. Сөйтіп белгілі бір уақытқа жеткіздім, қанша сағат деген белгісіз. 5000 ғой. 5000 минут па нақты ұмытып қалдым. Бірақ белгілі бір минут қойғам ғой.
соны жеткізіп тастадым. Оған жеткізіп тастағанға дейін бірақ андай жеткізіп тастағанға дейін қалыптасып кетті. Ондай уверен сенімділік шыны керек. Басында андай қорқатын. Басында бастаған кезде бүйттім. Минуттарды сахнаға шығып бірдеңе сөйлеген кездерде соларды 1 минутта жазып қойдым да. Ал одан кейін бір күні не болады? Бір концерт жүргізу керек болады. Мен тұрамын да, мен жүргізейінші деп айтамын қайта. Мен негізі концерт жүргізуге деген ондай нем жоқ, мүлдем. Білмеймін қандай концерт, тексті бәрі дайын енді, бірақ жанына Ерлан Нұғман деген кісі бар, сол кісінің жанында жүргізу керек болды. Ол Семей қаласында. Иә, Семей қаласында тәрбиеші болып жүрген кезде. Жарайды деп жүргіздім. Тупит еттім мен шыны керек ана жерде. Бірақ жазып қойдым оны да. Нормально минут қосып аласың ғой. Білмеймін 40 минут па, сахнада тұрған уақыттарын жазасың ғой. Соның бәрін жаздым. Ана жерде тупит етіп, уайымдап. Бірақ сөйтіп жазып әртүрлі жерлерге, бір жерге шығып гитарамен өлең айттым, бір жерге шығып тілек, КВН ойнадым, бәрін жазып келе белгілі бір уақытқа жеткеннен кейін қазір ондай аса қорқыныш ондай ештеңе жоқ. Түлектер КТЛ-ымда да мысалы ойнауға андай қатты не болған жоқ, ойнайын деген сияқты. Енді бірінші КТЛ болды өмірімдегі, көңіл тапқырлар лигасы, түлектер 2022 жылы. Енді біріншісі болғаннан кейін сахнаны қатты нетпейсің ғой, КВН сахнасын. Бірақ жалпы КВН сахнасына бірінші рет шығуым соның әсерімен болды. Сахнаға үйренгеннен кейін деп. Енді ол жақта бірақ казмедиада болды да, адам тым көп басқа не да, мандражды нелер болды, бірақ сонда да ойнап нетіп шықтық та. Әдем. Сол жалпы геймификациямен көтерілген не болды, навык болды. Сыншы айтқанда бұл жерде ойлап көріңіздер, бір сізде прогресс бар. Қазақшамен болды, прогресс бар. Мына жерде анимация бола ма білмеймін. Сол. Мына жерде сізде бір линия барды. Қанша уверенностьтің, жаңағы деңгейімді, оратор шешенді деңгейім, мынау қанша минутты. И сізде осылай болды. Арифметический прогрессия, геометрический прогрессия, әдем көтеріліп кете берді. Сол. Бұл күшті әдіс, бұйырса бір статья жазады деген үміттемін сізде. Бір жазсаңыз күшті болады енді, бір өзінің тақырып керек. Өйткені көп адамдар ойлайды, даму қиын деп. Даму қызық. Өзіңізді жаңағыдай басты кейіпкер сезініп, ойынмен, басқа әдістермен жазсаңыз. Бұл жерде әдіс мәселе ғана тек қана. Сол. Енді жалпы осы көптеген нәрсені талқыладық. Жаңағыдай Майнкрафтпен қалай сабақ өтуге болады, Тоқаевпен қалай кездесуге болады, геймификацияны туралы сөйлестік, видеография, баланы жалпы балаға деген қалай құштарлық оятуға болады, кішкентай жастан бастап қарау. Енді қалай ойлайсыз? Қазір бета поколение пайда болды. Кейбіреулер айту бойынша дабл поколение пайда болды. Жаңағыдай ауылды көрмеген, қара жұмыс істемеген. Қазіргі балалардың қандай ерекшеліктері бар? Жаңағыдай теория поколения дейміз ғой, ұрпақтар теориясы. Ұрпақтар теориясы және мұғалімдер не күтіп отыр? Сол нәрсені талқылап өтсек. Иә, қазір бір өте менің ойымша айтуға болатын бір-екі зат бар бұл туралы. Мысалы альфа поколение ол негізі шамамен, мысалы 2025-те бета поколение туылса, 2025-ке дейін туылғандар, жаңа 2012-ден бастап олардың барлығы альфаға кіретін болса, біз әлі де альфа поколенияға сабақ береміз негізі біраз уақыт. Иә, әрине. Иә, мысалы 2024-те туылған бала ол біраз уақыттан кейін альфа поколение бола береді ғой. Әрине. Деген сияқты. Бере береміз. Біріншіден ол. Екіншіден альфа поколенияның жаңа навыктарын уже айта кеттік қой. Мысалы көп фокус нете алмайды анау деген сияқты мәселелер бар ғой. Соны айтып өтсек қазір альфа ұстазды альфа ұрпағымен таныстырсақ. Альфа ұрпақ туралы айта кетейін. Ең бірінші. Альфа ұрпақ жалпы бір затқа көп фокус ұстай алмайды. Клиповое мышление деген өте қатты. Яғни бір зат оларға әр 5 секунд сайын, 4-5 секунд сайын зейіндерін бұза береді. Бір шоу көріп отыру керек. TikTok несі ғой. TikTok-тадан жылжыта берді ғой, бүйтіп. Сол сияқты оларға клиповое мышление болған. Яғни 45 минут оларға өте ауыр болуы мүмкін. 45 минут ауыр болса, бір жарым сағат, 2 сағаттық бір бейнебаян, бір фильм көру олар одан да қиынырақ. Иә, егер оларда ол фильмдерінде қатты сюжет оларды баурап алмайтын болса, олар оны көрмейді. Ең үлкен ауыр зат айтайын мұғалімдерге негізі. Туғаннан бастап YouTube бар балалар бар ғой, ең қорқынышты солар болу керек оларға. Қорқыныш дегенде ең страхтары сол. Не үшін? Өйткені ойлаңыз, 0 жасынан бастап мощный блогерларды көріп келе жатқан адам, мощный харизмасы тасып жатқан, олар сізге келеді, который білмеймін сіздің қаншалықты неңіз қандай дәрежеде, бірақ егер тура сол блогерлер сияқты оларға бір яркий бір информацияның потогын бере алмасаңыз, олар сізді мойындауы, қабылдауы қиындау болады. Иә, бір есімде Саясат Нұрбек айтқан, қазіргі мұғалімдердің басты жаулары ол блогерлар дейді. Ал блогерлар жамандап жатқан нәрсе емес, бұл жерде күресетін сол да. Өйткені ойлап көріңіз, сіз ол бала сабақтан кейін, сабаққа дейін не көреді? Блогерларды көреді, дұрыс па? Мистер Бист, басқа да көптеген блогерлар бар. Ол кісілер зейінді жылу болады.
И содан кейін сіздің енді сіз білмеймін нақты сіз болжап отырсыз ба жоқ сабақта болжап отқан сөзіңізді ойбай екі сөздің басын қоса алмай жатқан бір шешендік өнеріңіз төмен дәрежедегі мұғалімді тыңдағысы келмейді сол ұрпақ. Ал жалпы альфа шамамен осындай ғой, жаңа айттық қой, шамамен осындай нелер бар, өздерінің ерекшеліктері бар. Іздене алады анау мынау деген сияқты. Іздене алады дегеннің өзінде сол барлық затты интернеттен іздей береді деген мағынада ғой. Қазір ChatGPT пайда болды. ChatGPT ол вообще не да. Енді бета туралы айтатындай емеспіз әзірге негізі. Шынына келсек, негізі альфаны бітірген жоқпыз әлі. Альфаны осы айтып өтсек. Жоқ, жалпы айтқан ғой, типа бета туралы қазір альфаны біраз айтып болғаннан кейін де айта алмаймыз бетаны. Өйткені біз әлі альфаны зерттеп біткен жоқпыз ғой. Типа өйткені енді туылып жатыр ғой балалар. Енді туылып жатыр дегенде енді туылғандар оларды зерттейтін қазіргі педагогтар олардың барлығы профессор почти. Өйткені барлығы соның экспериментте жүр. Мысалы сізде бізде негізі жаңа технологиялар енді күнде дамып кетіп жатыр ғой қазір. Түсінбейсіз ба, бір күні мына искусственный интеллект бір видео жасай алатын болып кетеді, бірдеңе болып кете алады. Бұл уақытта қазіргі ғалымдар, педагог мықты ғалымдардың өздері бір адаптацияның өзі қиын болып жатыр оларға. Өйткені ең ерекшелік андай да әр жерде әртүрлі де еще балалар. Мысалы Қазақстандағы балалар басқаша болуы мүмкін, технологияның келуі басқа кеш бізге. Ал ғалымдар аны зерттеп жатыр ояқтағы. Американың балаларын зерттеп жатқан шығар деген сияқты. Яғни біздегі әрбір жас маман өзінше бір психолог қазір. Психолог, профессор, балалардың санасын зерттейтін сондай маман болуымыз керек болып отыр. Сондай қажеттілік туындап тұр қазір бізде. Яғни айтуға болатын бір үлкен зат бар. Камерада мысалы қазір егер осы видеоны қарап отқан жас маман болатын болса, жалпы сіз кәдімгідей үлкен открытие жасай аласыз, қалай айтса болады, бір ашылу жасай аласыз. Бұл альфа ұрпақтың дамуында, әдіс тәсілінде, оқытудың әдіс тәсілінде үлкен бір открытие жасай алатын моментте тұрмыз. Жаңа бірдеңе ашып қалдыңыз, бұл тарап кете алатындай болып тұр әлемге. Альфа ұрпақты осылай оқытуға болады деген сияқты. Былайша айтқанда, сіз де біз де қазір бірдей недеміз, эксперименттің дәрежесіндеміз. Бұл поколениемен шынымен бір жарып жіберетін бірдеңе ойлап тапсақ егер қазір, біз жалпы бұл сфераны нетсен деп тұрмыз, алып алайын деп тұрмыз, альфа ұрпақпен жұмыс істеу сферасын. Жалпы білгендерін істеңіздер. Қысқаша айтқанда, қазір эксперимент заманы, зерттеу заманы, білген істеңіздер. Өткендегі оған дейінгі пайдалы болған бір тиімділігін көрсеткен әдіс тәсілдер жұмыс істемейді. Мүмкін сіздің де әдіс тәсіліңіз қазір жұмыс істемеуі мүмкін да. Сондықтан әрқашан эксперимент басында өз сабағыңызды дұрыстап, өз сабағыңызға бір ерекшелік алып келген сайын сіз өзіңіздің өмірлік неңізді кеңейтесіз. Өмірлік қана емес, өзіңізді емес, балалардың да өмірін кеңейтесіз. Сосын тағы да бір кеңес, жас мамандар қарап отыратын болса, егер қазір немесе 4-ші курстар қарап отыратын болса, көбісі өте көп адам жазған әдіс тәсіл айтыңызшы дейді. Ерекше әдіс тәсіл айтыңыз дейді да, енді секунд оқимыздан кейін солай жазып отқан сияқты барлығы. Бір ұмытпау керек зат бар, бағана айтқандай, әр сынып әртүрлі. Мен сіздерге айтқан әдіс тәсіл қанша мықты болса да, ол сіздің сыныбыңызға келмеуі мүмкін. Бөлек таргет керек оған. Бөлек таргет керек, бөлек әдіс тәсіл керек. Жалғыз ұсына алатын затым, ол сыныбыңызбен бірге болыңыз, сыныбыңызды зерттеңіз. Көп зерттенген сайын дерттену дейді ғой, дерттену керек. Дерттенген сайын әдіс тәсіл өзі ақырындап сол бағытқа қарай жақындайсыз негізі. Қалай жұмыс істеуге болады деген сияқты. Негізі әдіс тәсіл деген барлық ситуацияда проблеманы шешіп беретін зат емес. Кейбір ситуацияда әдіс тәсілсіз ақ мүмкін сіздің мәселеңіз бар деген сияқты жеке. Шынымен. Мүмкін сіз шынымен енді қандай не емес, белгілі бір адамға айтып отқан жоқ, бірақ шынымен сіздің мінезіңізде мәселе болуы мүмкін. Осыны қонамайтын мүмкін. Оқушылар сіздің айнаңыз. Типа біз мынасында оқымайды деп жүре бергенше, мына мұғалім оқыта алмайды деген сияқты варианттар қарастыруға болмай ма деген сияқты. Әрине, ол жерде енді ауырды деген болмасын, кейбір кісілерге мысалға харизманы дұрыстау керек. Жаңағыдай өзінің келбетін дұрыстап келтіру, дұрыстап киіну, балаларға сөйлеу, шешендік өнер мәселесі де. Өкінішке орай 10-15 жыл мұғалім болған, қарап тұрсаң, ол жылына қанша сөйлейді. Кемінде аптасына 10-15 сабақ десек, ол жылына 300, 400, 500, 1000 сабақ, 1000 сағат сөйлеу мүмкіндігі бар. 1000 сағат сөйлеу мүмкіндігі бар. И 10 жылдың ішінде сіз 10 000 сағат. Вот 10 000 сағат деген осы ғой деймін да. Бірақ шешендік өнерін қарасаң 10 000 сағат емес, ана жерде бір 2 сағат сияқты үйренбегенде еш нәрсені. Сондықтан, әрине, әдіс тәсіл деп қуып кету күшті да, әрине, артынан қуып бір күшті нәрсе, бірақ бәрібірде қалай айтсам болады, ауыр естілуі мүмкін қазір, өзіңізді дамытып, өзіңізді бір жаңа белестерге өзіңіз жеткізбесеңіз, қандай бір әдіс тәсіл болсын, Майнкрафт болсын, басқа не болсын, ол сіздің балаларыңызды құштарлығын оятуға жеткізбейді. Қысқаша солай.
Иә, енді альфа ұстаздың айтары көп. Жаңағыдай қазір рилс болатындай бір не айтайын, әңгіме айтайын. Қазіргі 2020-дан кейін, карантиннен кейін туылған балаларда бір үлкен қауіп бар. Ол мынау саусақты кесіп тастау. Мынау. Көріп тұрсыздар ғой. Кішкентай саусақ дей ма? Шынымен. Иә, сондай не бар, қауіп бар. Ол неден пайда болды? Өткенде өкінішке орай Астана қаласында бір бала бар. Оның осы саусағын кесіп тастады. Неге деп ойлайсыздар? Ол нәрсе Америкада клиникалар бар екен, арнайы клиникалар бар екен. Балалар, мектепке дейінгі балалардың осы саусағын алып тастайды. Өйткені олар күні түні осылай ұстайды телефондарын, немесе осылай ұстайды. Түсіндіңіздер ме? Сіз білмеймін енді PUBG немесе басқа бір ойындар ойнасаңыз, телефонда болғанша сізде онемение басталады. Қазақшасын ұмытып қалдым. Жалпы мына жерде қан жүрмей қалады. Өйткені мынаның функциясы тек қана ұстау. Ал сіз биологияда өзіңіз білесіз, биология сабағында бізге денеміз керек емес мүшені алып тастай салады. Өйткені неге? Ол өліп жатыр. Ол пайдасыз. Енді ойлап көріңіз, сіздің мынау саусақтарыңыз жұмыс істемесе, тек қана телефон ұстау үшін арналған нәрсе болса, неге ол не үшін керек? Сөйтіп ол отмирание болады, өлі күйде болады. Сөйтіп кесіп тастайды. Қызық. Өкінішке орай ол нәрсеге тап болдық. Біздің болашақ ұрпақтарымызды ол нәрсе күтіп отыр. Біз тек қана оларды телефон бере берсек бос уақытында. Олармен бірге моториканы дамытпасақ, ол нәрсе. Жаңағыдай айта кетер нәрсе көп. Әрине осы тақырыпта жаңағыдай ұрпақтар теориясы, педагогтарға деген кеңестер. Ең бастысы жаңағыдай айтқанда еркін болу. Еркін болу. Және еркін болу деген, қазақ деген сөзі еркіндік деген білдіреді ғой. Қазақ еркіндік. Құтырта береміз. Сол. Енді ұзын сөздің қысқасы, жалпы айтқанда бүгін бізде күшті керемет подкаст болды. Аз да болса да көптей көріңіздер. Бұйырса тағы да болады деген үміттемін. Осы біздің Марат Айтқалиев, біздің керемет қонағымыз. Сол. Енді сізден бір соңғы бір нұсқаулық болса, жас мамандарға, енді ұзақ сөз айта берсем айта берем. Енді сізден бір соңғы сөз болса. Соңғы подкаст аяқтайтын сөз. Подкаст аяқтайтын сөз. Бір қандай жинақталайын оны ойымды. Енді бұл асықпай болды, осымен бітті. Бір зат бар. Біздің еліміз негізі көп жақтан әлсіреп жатыр. Енді оны айта бермейміз ғой, қайта. Бірақ бір затты ұмытпауымыз керек. Қанша еліміз әлсіреп жатса да, біз жастарымыз қайрат, күш, бірлік, ауызбіршілік бәрі біздің қолымызда. Болашақта біздің қолымызда. Сол үшін біз жасай аламыз деп ойлаймын. Бізге, өзімізге, жастарға сенем. Біз көп зат өзгерте алатынымызға. Өзіңіздің салаңызда адал, әділ қызмет етіңіздер. Сөйтіп, мен ойлаймын, жаңа Қазақстан жасай аламыз. Әлі соған сенем. Қысқаша солай. Сіздермен бірге болған Тәлімгер подкасттың ведущие, сол жүргізушісі Ерсін Арсен, және біздің альфа ұрпаққа альфа ұстаз Марат Айтқалиев.